Қазақстан Өзбекстаннан қалып бара жатыр. Өзбекстан 30 жылда бізден асып өседі, басып өседі деген секілді. Бұған не айтасыз өндіріс жағынан? Өндіріс негізі сатуға өте байланған. Сатылымсыз өндіріс жоқ. Wildberriesте 350 мың штук чайник сатып тастадық дедіңіздер. Именно береке брендпен, иә? Біз Wildberriestен шығып жатырмыз. Әр ошибка кәсіпкерге үлкен суммаға түседі негізі. Бұрынғы режимде үйренгенбіз, мемлекеттен қорқамыз. Бізге мемлекет 5-6 гектар жер берді. Құдай қаласа 300-400 адамға жұмыс орны ашылады. Мен Қазақстанда өндірістен байып кетті деген адам әлі жолықтырмадым да. Заманның талабы қазір тездікті талап етеді. Тез қимылдауымыз керек. Қиялдап жатудың да уақыт жоқ қазір. Бізде мысалы тез байып кету деген тенденциясы бар да. Яғни бүгін жасады, ертең байып, салонна машина шығарып, соның видеосын көрсету керек. Өйткені бізде блогерлерден бастап медиада жүрген кәсіпкерлердің барлығы тек успехын көрсетеді да. Қадалып атқанын, түнгі көз жасын, ана инвестордан қарыз болып қалып, инвестор угрожать етіп, орманға барып қайтқанын, еш қайсысын көрмейді ғой, оны көрсетпейді да. Ал бізде соның кесірінен қаншама жас кәсіпкерлер өзіміздің ортамызда әңгімелесеміз, қаншамасы қарызға кіріп кеткен да. Бір үлкен аға болды сіздер қатарлы. Ол кісі жаңағындай әртүрлі саламен айналысты, бірақ рисковать еткенде $1 миллион рисковать етті да. Соңында мысалы оны поставщик лақтырып, ол кісі өз-өзіне суицид жасап кетті да. Ал қайырлы күн, құрметті оқырмандар, есімім Асқарұлы Жасұлан, Каспи эксперт маманмын. Мені көбісі өзімнің оқырмандарым таниды. Бұл YouTube каналды ашқан мақсатым өзімнің оқырмандарым және де Каспимен айналысатын селлерларға пайдалы ақпарат болсын, пайдалы лайфхактар болсын деген мақсатта ашқан болатын. Және де алғашқы YouTube каналымның қонағы бүгін Нұрлан аға. Ассалаумағалейкум, Нұреке, қалайсыздар? Уағалейкумассалам. Шүкір, аман есен. Қалайсыздар, жағдай жақсы ма? Қалай болып отыр аура? Жағдай жақсы, альхамдулилля. Күшті. Так, қараңыздар, бізде Нұрлан аға өзіміздің отандық бренд, яғни Береке деген бренд бар. Ол жерде біздің чайниктер шығады, основном. Электрочайниктер және үйге керекті қос товарлар шығады. Қос товарлар, екі бағытта шығады. Екі бағыт. Нұрлан аға e-commerce бағытында, осы бағыт бойынша директор. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, Нұреке. Есімім Нұрлан Алтынбеков. Осы Береке брендін алып жүргелі 6 жыл болды. Саудамызды Қазақстаннан тысқары жерде бастадық. Қазақстанда да болып жатты, бірақ мен өзім Мәскеуде 19 жылдан 2019-дан сол Берекені Мәскеу нарығында, Ресей нарығында көрсете білдім. Және таныстырдым, сол жақта өз өнімдерімізді апардық. Және әлде де сол бизнесті ары қарай жүргізудеміз. Получается, сіздер бірінші Қазақстан емес, даже СНГ-ға, яғни Россияның нарығын бағындыруға шығып кеттік дейсіздер ғой, иә? Негізі бұл Береке, біз негізі сауданың адамымыз. Сауда басталғалы Береке деп басталған брендіміз. Береке брендімен шығатын жанды дастархандар бар, маталар бар. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, бізде сол саудан алып жүрумен қоса өндіріске де жаймендеп аттап өттік. Өндірісті де бастағалы бір 4 жыл болды. Сарыағаш қаласында өзіміздің кішігірім заводымыз бар. 120-дай адам жұмыс істейді. Тәулік бойы жұмыс істейді завод. 3 сменмен. Ол жерде жаңағындай электрочайниктер, атап айтқанда 10 түрлі 10 модель чайник шығарамыз. Және сол модельдерді Қазақстан нарығына, Ресей нарығына, жақын шетел елдеріне тарқатамыз. Түсінікті. Нұреке, сразу онда бірден сұраққа көшейін. Негізгі мақсатым, сізді шақырған себебім, бізде Қазақстанда өндіріс деген жоқтың қасы, былайша айтқанда. Мынандай адамдардың арасында мынандай прикол бар. Яғни қандай да бір Қазақстанда бір өндіріс шықты десе, жаңағындай тазик шығып жатыр ма деген приколдар бар да. Яғни Қазақстанда тазиктен басқа ештеңе шықпайды деген секілді. Соған не айтасыз? Енді дұрыс, ол бүкіл еліміз солай үйреніп қалды. Қазақстанда еш нәрсе шықпайды. Шыққан күнде де тек қана сол заводтың немесе фабриканың тек қана лентасы қиылуымен фабрика жабылып қалады деген пікір қалыптасып кеткен. 30 жыл бойы солай болды.
Мгм. Тек қана қағаз жүзінде ашылып жатты мекемелер. Одан ары қарай өмір сүрген жоқ олар. Енді бастап келе жатырмыз өндірісімізді, және бізден де бөлек мекемелер бар істеп жатқан. Енді производство өндірістің бір қиыншылығы бар да. Мгм. Осы жерде бір тоқталып кетейік. Не шығарсаңыз да, ине шығарсаңыз да, Мгм. жоқ жіп шығарсаңыз да, оның қиыншылығы ол затты сіз сата білу керексіз. Мгм. Получается, өндіріс основной ол бағыт емес, ең бастысы сата білу деп отырсыз ғой, иә? Сіз бірінші өндіріс арқылы сатуға кірсеңіз, онда мекемеңіз бір ары кетсе өзіңіздің қалтаңыз қаншалықты көтереді, Мгм. сонша ғана өмір сүреді. Мгм. Түсіндім. А егер сіз сауда арқылы өндірісіңізді бастасаңыз, Мгм. яғни сіз мысалы су сатып жүрсіз да, Мгм. тассай бір суларды сатып жүрсіз Иә. делік. Мгм. Сізде уже клиентский база бар, Иә. иә? Аха. Пәленбай әр қаладан клиенттеріңіз бар. Иә. Соларға кейін өзіңіз су шығарып сатып кетуге үлкен мүмкіншілігіңіз көп та, ары қарай дамытып кетуге. А егер де сізде клиентский база жоқ, саудада сіз жоқсыз, сөйтіп ойыңызға келген бір затты осыны неғып шығармасқа, Қазақстанда бұл нәрсе жоқ қой деген оймен, ертең саудам жүріп кетеді деген оймен шығарсаңыз, онда жабылып қаласыз. Ертесіне жабылып қаласыз. Мгм. Себебі шығару үшін станоктар керек, ол көптеген миллион ақшалар талап етеді. Мгм. Оған қоса жұмысшылар керек қой. Айлық бересің. Айлық бересіз, жаңағыдай өкіметке төлейтініңіз бар. Иә. Әр адам үшін, дұрыс па? План орындалмаса еще айлық шықпай қалады, иә? А ол шығарған затыңызды сіз сата алмасаңыз, сіздің қоймаңыз тола береді. Ал шикізатты алу керексіз деген сияқты ғой. Сол үшін біздің принципиалды ұстанымымыз, бірінші біз сатамыз. Шыбын ұрғыш болса да біз сатып көреміз. Өндірмейсіздер. Шыбын ұрғыштың саудасын байқап, клиентін жинағаннан кейін шыбын ұрғыш шығарамыз да, Аха. бәрібір. Себебі шыбын ұрғыш болсын, тіс шұқығыш болсын, Мгм. бәрі шетелден келіп жатыр. Көк тазигіміз де шетелден келіп жатыр. Мгм. Ол көк тазикті шығарған кісілерге мың алғыс. Әйтеуір бір көк тазигіміз Қазақстаннан шығып жатыр да. Аха. Ертең басқа нәрсе, сол сияқты әр саланы қамтуымыз керек. Мгм. Қазір жаңа дәретханамызда қағазға дейін шетелден алып келіп жатқан жоқпыз ба? Мгм. Неғып соны бір жеке бір кәсіпкер соны алып істемеске, иә? Мгм. Неғып Қазақстаннан шығармасқа? Сол сияқты зат көп, дүние көп қолданатын. Міндетті түрде ұшатын дрон, ракета шығарудың қажет жоқ. Мгм. Планетада бірнеше 100 ел бар ғой, оның Мгм. бәрі онымен айналыса алмайды. Иә. Яғни біреу машина жағында жақсы болса, екіншісі қағаз жағында жақсы болуы мүмкін да, яғни киім жағында жақсы болуы мүмкін. Мгм. Бірақ әр осы халыққа керек нәрсе, енді өмірімізге әртүрлі заттар керек қой. Мгм. Соның көпшілігі өз елімізде шығып жатса, нұр үстіне нұр да. Мгм. Элементарно мысалы Белоснежка российский бренд қой, қателеспесем. Ең қатты сатылатын ол Белоснежка. Қағазды Ана айтасыз. мамық деп келеді ғой андай. Иә. Ең қымбат сатылады, және де ең ауқымды сатылады. Ал анау қоңыр қиындау бүйтіп қимылдатқан кезде бүйтіп бу шығады ғой кәдімгі. Андай бір шаңдар Шаң, шығады ғой, иә. иә. Оларды мысалы основном төмен сегмент алады да. Ал мен білетінім Белоснежка жақсы сатылады. А ол уже қарасаң негізі российский бренд, қателеспесем. Жаңа сіз айтқандай. Біздің нарығымызды негізі ресейліктер жаулап алған ғой. Мгм. Қазақстан Ресей үшін бір үлкен бір нарық. Мгм. Яғни Ресей үшін бүкіл кеңес одағы елдері Мгм. нарық болып саналады. Бұрын Европадан кірген заттың бәрі Мгм. дерлік. Мгм. Бірінші Ресейге кіреді, содан Ресейден филиалға тарағандай Мгм. Қазақстанға, Армения, Белоруссияға тарап отқан. Мгм. Қазір енді жақсылық па, жамандық па білмеймін енді. Мгм. Бірақ мына соғыстың арқасында бізге Қазақстанға өте үлкен мүмкіншіліктер пайда болды. Қандай? Бір жамандықтың артында бір жақсылық бар дейді ғой. Аха. Сол сияқты бір жердегі жамандық бізге жақсы әсер етіп отыр. Біздің дамуымызға жол беріп отыр. Бұрын біз Ресейге былай қарап
не қылатынбыз. Мгм. Соған қарайтынбыз, яғни Иә, Ресейге қарайтынбыз. қас-қабағына. Иә, Ресейдің қас-қабағына қарап, ол істеме десе істемей, Мгм. жабыл десе жабылып қалып Мгм. тұрған едік. Қазір Құдайға шүкір, Ресей өз басымен әлек болып жатыр. Мгм. Бізде мүмкіншілік бар. Жаңа басқа да елдермен қарым-қатынас жасап, дамуымызға өте үлкен жолдар ашылып жатыр Аха. негізінде. Президентіміз Тоқаевтың несі саясаты осы емес па? Қазір не только жаңағы Россия, баяғыда тек Россиямен связан едік, иә? Иә. Ал қазір есе Қытаймен, тағы басқа мемлекеттер, мықты компаниялар барлығын әкеліп жатыр. Енді президентіміздің саясатына өз басым ризамын. Жан жақты ол кісі. И кейбір заттарын басында түсінбей, енді түсініп келе жатқандаймыз. Мгм. Әлде де жаңағыдай сюрприз жасайтын жерлер көп сияқты Мгм. біздің президентіміз. Дәл осы айтқаныңызға мысал келтіре аласыз ба? Енді жаңа алғашқысында 1-2 жыл бұрын жаңа хабар тараған еді ғой. Каспийдің астымен жаңағыдай интернет оптоволокон сымдарын, интернет сымдарын жүргізу жөнінде ше. Мгм. Сол кезде не үшін интернет не үшін керек Қазақстанға, бізге и так бар емес па деген сияқты ойлар келетін. Мгм. Қазіргі соңғы жаңалықтар, жаңа Екібастұз туралы жаңалықтар болып отыр ғой жаңағыдай. Сол енді сол Каспийдегі интернет сымын Екібастұзбен байланыстырсаңыз, толық бір сурет шығатын сияқты да. Мгм. Не үшін жаңағыдай Турлов келіп жатқаны, жаңа Телеграмның Иә, Дуров. иә, Дуров пе? Мгм. Дуров. Иә, Дуров шығар. Одан кейін жаңа Nvidia-ның егесі, Binance-ның егелері, яғни президентіміз жасы үлкен болғанымен, бірақ ойлау қабілеті өте жас көрінеді да. Мгм. Негізінде бір жас, өте болашаққа қарап ой жүгіртіп, соған қарай жұмыс істеп жатқан қасындағы қызметшілері болу керек деп ойлаймын. Мгм. Кеңес беріп отқан. Кеңесшілер. Кеңесшілер. Мгм. Өте Түсінікті. әдемі кеңесшілер отыр енді. Мгм. Олар бір қап-қара бөлмеде жасырынып отқан шығар көрінбей. Бірақ өте дәл кеңес беріп отқан сияқты. Аха, түсінікті. Жаңа айтып қалдыңыз, жаңағы соғыстың әсерінен Қазақстан уже Россияға тәуелді болмай, басқа мемлекеттермен соглашение жасап жатыр, пайдасын әкеліп жатыр, иә? Енді мынандай сұрақта бізде байқайсыз ба, қазақтарда мынандай бар. Адамдарды салыстыру былай тұрсын, елмен салыстыру бар. Мысал айтатын болсақ, всегда қандай жаңалық шықса, бірінші біздің қазақтар өзінің жақсы жаңалығын құптамайды да, шетелдің, яғни басқа мемлекетке берілген бір кішігірім мүмкіндіктер болса, соны бүйтіп аспанға көтереді. Мысал келтіретін болсам, Nike не болмаса Adidas, қателеспесем, мен көріп қалған едім, официально Өзбекстаннан завод ашылып жатыр екен да. Мысалы, соны көреді да біздің қазақтар, ой, бізден тазиктен басқа ештеңе шықпайды, міне Өзбекстан осындай болып жатыр деп. Соның астына бір аға әдемі не жазып кетті да, маған ұнатты соның жауабы. Несіне қуанып жатсыңдар деген секілді. Ол завод егер ол елде ашылса, өндіріс, значит, ол жерде экономика төмен деген сөз, айлық көрсеткіш, былайша айтқанда, и жұмысшы құны арзан. Сол үшін сондай мемлекеттерде ашылады. Мысалы, Индия, Китай, иә? Осы Өзбекстан, мысалы, Өзбекстанда 32 миллион халық қой. Бізде ары кетсе 20 миллион да, оның ішінде қазақтар чисто бір ары кетсе 14-15 миллион да. Енді өндіріс бойынша Өзбекстан бізде алда болуы мүмкін. Иә, оны мойындаймыз, отрицать етпейміз. Сіздің жеке көз қарасыңыз қалай? Қазақстан Өзбекстаннан қалып бара жатыр, Өзбекстан 30 жылда бізден асып өседі, басып өседі деген секілді. Бұған не айтасыз өндіріс жағынан? Енді Өзбекстан өзінің бағытымен жақсы жүріп келе жатыр. Мгм. Қазақстан әлде қайда алда болу керек негізінде. Мгм. Өзбекстан халқы да, Қазақстан халқы да жақсы өсіп келе жатыр Мгм. негізінде. Енді өндіріс арзан қолға байланысты қарасақ, иә, Өзбекстанда айлық төмен Мгм. болу керек. Қазақстан қайда жоғары. Иә. Өзім мысалы Мәскеуде жүрген кезде маған бірталай адам айтты, мен қазақпын деген кезде, Мгм. қазақтар да келіп жұмыс істейді екен ғой деп. А, Мен келіп жұмыс істесем, мен өз зауытымның продукциясын әкеліп жұмыс істеп жатырмын деймін. мгм.
бір күн мынандай жағдай болды. Офиске такси шақырдым. Мгм. Таксимен такси шлагбаумға тұрып қалды. Мгм. Сөйтіп маған звондайды. Сөйтіп таксистке айтам, я подъехал к офису Береке деп айт деймін да. Мгм. Сөйтіп келді енді. Сосын таксиге отырдым ғой. Мгм. Сөйтсем, аға ассалаумағалейкум дейді жаңағыдай. Уағалейкум ассалам. Қазақсыз ба аға дейді жаңағыдай. Таң қалып жатыр. Сіз Береке деген кезде менің жүрегім дейді жаңағыдай. Қатты ұрып бір неге бір қуаншылық болды дейді да. Қуанып кеттім дейді. Бір туысқанымды естігендей, туысқанымды көргендей болдым дейді да. Қазақтар өте аз. Ол жігіт Қарақалпақстанның Қарақалпақ жігіті екен, Өзбекстанның Қарақалпақ жігіті екен. Енді Ресейде көбіне Орта Азия дейді. Орта Азия жақсы да көре бермейді бізді. Бізді болғанда сол Орта Азиялықтарды. Бірақ Орта Азиядан көбіне өзбек халқы жұмыс істейді ол жақта, қырғыз халқы, тәжік халқы. Біздікілер тек қана барса завод фабрикаларына барады уақытша. Вахтовый. Сосын қайтып келеді. Қалып кетпейді. Қалып кетпейді. Мен қалып кеткен қазақты кездестірмедім былай келген кезде. Бар, өте көп тәжіктер бар, өте көп қырғыздар бар, өте көп өзбектер бар. Сондықтан да шығар Ресей халқы Орта Азиялықтарды былай жақтырмайтын себебі де сол. Бұлар келіп тек қана жұмыс істемейді, бұлар келіп өз бала шағасын көшіріп әкеледі. Олардың айтатыны мынау ғой енді, келіп жұмыс істеп ақшаны алып кетсе бір жөн, жоқ, бұлар келеді, қалып кетеді. Біздің садиктерде, біздің поликлиникаларда, біздің оқу орындарда кілең осыларды көресің. Сосын бір олардың көзіне бір жексұрын болып қалғанбыз ғой негізінде, Орта Азиялықтар. Енді бұл тек қана Ресейдің проблемасы емес. Бүкіл империалист кезінде колония ұстаған елдердің проблемасы. Мысалы, қазір Англияда үндістер көп, Францияда арабтар көп, Германияда түріктер көп деген сияқты. Ресейде бұрынғы Совет одағының халықтары көп. Ол енді өздеріне Құдайдың берген сондай нәтижесі. Не ексең соны орасын десеңізші. Иә. Жақсы. Енді мынандай сұрақ, Нұреке, қараңызшы, бізде отандық өнімдер ашылады, заводтар ашылады, естіп атамыз. Бірақ та зерттей келе, жаңағындай сұрап ішкі кухнясын естіген кезде шок боламыз да. Мысалы былай, отандық өнім болады, кәдімгі отандық өнімнің KZ деген бар ғой, сделано в Казахстане, осындай значогын алады барлығын. Бірақ та 70% сборка, 30% өндіріс. Сіздердің өндірістеріңіз, жаңағы чайник шығып жатыр, үйге керекті заттар шығып жатыр, соның жаңағындай басым көпшілігі сборка болып, кішкентай ғана өндіріс па, әлде наоборот па? Енді мен былай айтайын, кез келген жинау, жаңағы сборка деп отырсыз ба, оның өзі производство. Енді үлкен алып компаниялар, Мерседес болсын, басқа болсын, өзінің аудиосистемасын, мысалы, Бостан алып қоюы мүмкін, яғни Босты өзде Мерседес шығарып жатқан жоқ қой. Пионердің жаңағыда магнитолаларын қоятын мысалы. JBL колонка. Яғни ол да сборка, Мерседестің өзі сборка. Қазір мысалы Мерседеске моторын Geely беріп жатыр да. Geely'ден алып жатыр. Қытайдың Geely деген компаниясынан алып жатыр. Яғни қазіргі заманда бір затты шығару үшін көптеген компоненттер шығаруың керек та. Көптеген компоненттерден құралады сенің затың. Енді бір дәптер дейікші. Бір дәптер, ол тек қана қағаз, қағазбен жаңағыдай ішіндегі бір-екі түйір темірі болуы мүмкін, скрепкасы. Бұл енді жеңіл несі ғой. Сол скрепканы мысалы дәптер шығаратын компания шығармайды ғой. Сол заводтан алады дейсіз. Бір заводтан алып қояды. Осының өзін сборка дейді. Бірақ оның өзі жаңа өндіріс сол сборкадан тұрады. Біздің өндіріске келетін болсақ, біз мысалы пластиктен шығаратын үйге керек хозтоварды түгелімен өзіміз жасаймыз. Атап өте аласыз ба?
Мысалы бізден көптеп шығатын киім ілгіштер. Жай ғана киім Вешалка. ілгіш, вешалка дейік. Киім ілгіш түгелімен өзіміздің қазақстандық шикізаттан шығады. 100%. 100%. 100% Қазақстанның шикізатынан шығады. Ал енді жаңа электр шайнектерге келетін болсақ, ол жерде біздің бүкіл электр шайнектің бүкіл пластик детальдары бар ғой. Иә. Соның бәрін өзіміз шығарамыз. Ол деталь, бұның шикізаты бізге KPI компаниясынан Атыраудан келеді. Атырауда жаңа завод ашылған. Өз қазақ мұнайынан шикізатты сол жерде өңдеп, гранула қылып, ПП маркасымен бізге сатады. Яғни бұл тек бізге емес, Сіз сияқты өндірушілердің бәріне. бүкіл көптеген экспортқа да шығарып жатыр ол завод. Яғни сол жердегі мұнайдан өңдеп, тек мұнайды емес, жаңағыдай бір нәрсеге байланып қалып тұрған жоқ ол компанияда. Жаңа гранула қылып бізге мысалы шикізат шығарады. Біз сол шикізаттан ары қарай дайын бұйымдар шығарамыз. Ол вешалка болсын, ол жаңа көк тазик болсын, ол жаңағындай шелек, ожау, щетка, енді көптеген заттар бар. Соны біз де шығарып жатырмыз. Сол сияқты жаңағындай электршайнектің бүкіл пластик бұйымдарын өзіміздің отандық шикізаттан шығарамыз. Егер біздің бұйымда бір затқа тиесілі шикізат болмаса Қазақстанда, енді амал жоқ, оны шетелден әкелеміз. Мысалы біздің темір шайнектеріміз бар. Сол темірдің маркасы Қазақстанда шықпайды. Мысалы соны біз мәжбүри түрде шетелден әкелеміз. Лист қылып алып келеміз. Үлкен рулондармен. Содан қалып шығады. Одан біз штамповать етеміз. Кесеміз де, мысалы жаңағыдай денесіне, чайнектің қақпағына, тағы да түрлі заттарын сол листтерден кесіп аламыз өзіміз. Енді осының бәрін, мысалы адамдар ойлайды енді, бір кісілер айтады, жаңағыдай сен шығарып жатқан станогың Қытайдікі ғой дейді. Енді Қытайдікі болсын, басқаныкі болсын, шикізат және сол станоктан шығып жатқан зат осы өзімізде шығып жатқан жоқ па? Яғни бұл мен 100% айта аламын, мынау Қазақстанның өнімі деп. Мен мына жаңағыдай чайнектің детальдары бар ғой, оны шетелден әкелсем де болады. Шетелден әкеліп түгелмен сборка жасасам да болады да. Бірақ біз сол өзіміз құямыз, матрицаларға салып, өзіміз соны жинаймыз. Бізде производственный цех, өндіріс цехы бар, және сборочный жинау цехы бар. Екі цех бар. Жаңа өндіріс цехымыз тәулік бойы жұмыс істейді. Станоктар тоқтатпауға тырысамыз. Ал жинау цехы ол тек қана күндіз болады. Себебі жинауда сапалы болу үшін. Түнде бір кісілер қалғып отырып жинаған тауарымыз сапасыз болу мүмкіндігіне орай біз түнде жинатпаймыз. Күндіз ғана жинатамыз. Адамның биологический ритмі бар ғой, соған сай қылып. Ал станоктарымыз тәулік бойы жұмыс істей береді, себебі оларда биологический ритмге байланбаған. Ол темір станоктар, роботтар. Әдемі. Ана жақында бір видео тараған еді ғой. Бір завод толықтай өзінің жұмысын, өндірісін иімен внедрить етіп, бір-біріне связка қылып, анау бүкілін робот жасайды екен да. Свет өшіп тұр заводта, кәдімгі камерасы видеода таралған, бірақ түнде заводта жұмыс жүріп жатыр кәдімгідей. Енді бара-бара сондай процесстер көбейе береді. Менде енді сол заводтар айналасында жүргеннен кейін Қытайға да көп барамыз. Қытайда қайда дамып кеткен, дамыған заводтар көп істі роботтарға тапсырып қойған. Тек қана операторлар жүреді, сол роботты қадағалап, немесе станоктың өзін қадағалап жүреді. Бірақ роботтар істеп жатыр, Әдемі. Енді бізге ол келуі бірнеше уақыт алу мүмкін, Енді мынандай сұрақ, дәл осыған тұспа-тұс сұрақ, сіздердің заводтарыңызда қанша адамды жұмыспен қамтып, қанша отбасыны асырап отырсыздар? Енді қамтып отырық, бірақ асырап отыр дей алмаймыз. Ризық Алла тағаладан. 120 адам қазір біздің заводымызда жұмыс істейді тікелей. Одан бөлек
ол өндірістегі адамдар ғой. Мгм. Сату бөлімінде одан да көп адам жұмыс істеуі мүмкін. Себебі сатусыз өндіріс болмайды. Бір күн сатылмай қалса, бір күн жаңағындай біз өндіріс негізі сатуға өте байланған. Сатылымсыз өндіріс жоқ. Сол қағиданы ұстану керек. Мгм. Мысалы, біреу өндіріс ашам десе, бірінші сатып үйреніп, одан кейін өндіріс ашқан дұрыс. Неғұрлым сатушы мамандарымыз жақсы жұмыс істейді, соғұрлым өндіріс күшейеді. Адам көп қабылданады. 120 емес, одан да көп Одан да қамтимыз көп, дейсіз. иә. Себебі бізде ол өндіріс ашылған күні 120 адам қабылдаған жоқ. Сол 20-30 адамнан басталған нәрсе Мгм. қазіргі таңда бірақ 120 адам өндіріс басында. 4 жыл кетті, иә. Бір өндірісімізде Мгм. 120 адам. Бізде де қазір 2 завод істеп тұр ғой. Бір заводымыз пластик бұйымдар, жаңа фастфудқа арналған бұйымдар Одноразовый шығарып, стакандар, иә. иә. Бір қолданар деп қояйық, қазақша сөйлеп. Өзіміз соған үйретейік, тәрбиелейік. Бір қолданар заттарды, ыдыс аяқты шығарамыз. Мгм. Орташа айлық қанша теңге? 200-250 мың айналасында. Әдемі баға ғой ауылға, иә? Негізі Ауылға, ауылға. әрине, Мгм. үйден кіріп шығып жұмыс істегенге әйел балдарына өте жақсы. Мгм. Почти бір кішігірім ауылды жұмыспен қамтып отырық деп айтуға келеді екен ғой, иә? Болады, толықтай айтуға Мгм. болады солай. Түсінікті. Енді жаңа айтып қалдыңыз, Нұреке, жаңағы сонда Қазақстанда өндіріс аштым деген ол жетістік емес, сол өндіріске сай, сол өндірісті былайша айтқанда керекті, былайша айтқанда шикізаттармен қамтамасыз ететін тағы бір өндіріс алаңдары болуы маңызды дейсіз ғой, иә? Әрине. Енді мысалы кейбір кезде Қазақстанға дайын өнімді шетелден әкеле салған оңай сияқты. Біздің ел былай үлкен тұрғыдан алған кезде еліміздің жері үлкен болғанымен халқы аз, 20 миллион. 20 миллиондық бізде нарық бар деген сөз ғой. 20 миллион халықтың нарығы бар. Қасымызда алпауыт мемлекеттер тұрды. Біреуінде Ресейде 140 миллион халық бар. Қытайда 1 миллиардтай халық бар. Неғұрлым халқы көп болған сайын, оның ішіндегі өндіріс арзанға түседі. Неғұрлым халық аз болса, өндіріс қымбаттайды. Оның себебі алушыларға байланысты. Потенциалды сатып алушылар. Иә? Иә. Неғұрлым сіз көп шығарасыз, соғұрлым сіз маржаны аз қоясыз. 1 миллиард халыққа сіз мысалы бір затты шығарсаңыз, көп қылып шығарасыз ғой. Сіздің тәбетіңізде қаншалықты көп болады, соншалықты маржа қоясыз, дұрыс па? 1 миллиард халыққа шығарған затқа мысалы тәбетіңізге кішкентай маржа қоюыңыз мүмкін да, 2-3%. Халқы көп аз мемлекетте, халқы аз мемлекетте сіз өзіңіздің тәбетіңізге байланысты маржаны қоятын болсаңыз, 20-30 қоюыңыз мүмкін. Өйткені аз сатылады. Аз сатылады өйткені. Енді біз не істейміз біз? Көп сату үшін біз сыртқа шығамыз. Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан нарығына шығуымыз, міндетті түрде шығуымыз керек. Қазақстан біз үшін өте аз, арзан сату. Егер сіз Қытайдың өндірушісімен конкурент болам десеңіз, онда міндетті түрде шығуыңыз керек. Контингент, жаңағыдай, сіздің тауарыңызды сатып алатын контингентті көбейтуіңіз керек. Құр Қазақстан халқымен шектелсеңіз, сіздің тауарыңыз қымбат тұрады, бағасы қымбат болады. Сосын сіз конкуренцияға төтеп бере алмайсыз да, күндердің күні жабылып қаласыз. Масштабқа да шыға алмай қаласыз. Масштабқа шыға алмайсыз. Мысалы, бір қалыпты ақтау үшін сіз сол қалыптан бірнеше мың бұйым шығаруыңыз керек. Бір қалып, станокты айтпай-ақ қояйық, иә? Бір қалыптың өзі, мысалы, бір швабраның қалпы 10-15 мың доллар тұрады. Сіз қанша швабра шығару керексіз мына қалыпты ақтау үшін? Қытайда шығарсаңыз 2 күнде шығарып бітесіз.
бірақ Қазақстан үшін 1-2 жыл сатуымыз керек та ол швабраны. Қалыпты ақтау үшін. Мгм. Заводты айтпай ақ қой, қалып. Мгм. Ал сондай қалып, кейбір қалыптарыңыз, кейбір бұйымдарыңыз біздің елде сатылады, Мгм. кейбіреуі сатылмайды. Мгм. Сондай рисктері бар, тәуекелдері бар. Иә. Сол үшін нарықты қатты зеріктеп істі бастаған дұрыс. Мгм. Сол үшін де көбінесе шетелден әкеп сатқан қайда оңай шығарғаннан. Мгм. Алып сата салған оңайырақ Алып дейсіз ғой. сата салған оңай, Ұйқың өте тыныш оңай. болады. 30 жыл бойы біз солай келдік қой, алып Мгм. сатумен айналыстық. Иә. Енді Нұреке, түсінікті. Сізге енді дәл осы тақырыпқа байланысты сұрақ қоямын. Сіз біз екеуміз әңгімелескен кезде айтып қалдыңыз, Wildberriesте 350 мың штук чайник сатып тастадық дедіңіздер. Именно Береке брендпен, иә? Иә. Осы турасында айтып берсеңіз. Енді Wildberriesке кіруіміздің өзі бір қызық болды негізінде. Мгм. Мен ол кезде неде болдым? Москвада жұмыс істейтінмін. Мгм. Москвада біздің қазақ фулфилменттері, осы Алматының балдары Мгм. келіп Қазақстанның Wildberries'тегі селлерлеріне қызмет жасайтын. Мәскеуден товар алады, Қазақстанның атынан алады да, складтарға тарқатып сатады да, яғни сонымен істейтін. Сол кезде менен келіп Береке чайникті көптеп алатын. Сосын менде сұрақ болды ғой енді. Заңды сұрақ деп ойлаймын. Мен егер өзім кіріп сатсам қалай болады деп. Мгм. Неғып болмасқа, аға, сіз өзіңіз шығарып отырсыз, баға сіздікі, сіз ана жерде топты жарасыз ғой деді. Расымен де сондай болды. Мгм. Біз бірінші чайникті салдық. Шиша чайник болатын, есімде. Мгм. Атты кәдімгідей. Оны әлі біз Қазақстанда шығарып көрмегенбіз, бірақ Қытайдан алып келетінбіз Береке Мгм. брендімен. Кейін сол жақсы сатылғаннан кейін Wildberriesте біз соның қалпын сатып алдық. Мгм. Жаңағы Қытайдағы заводтан біз қалыпты сатып алдық. Енді чайник сатып алмаймыз. Мгм. Біз сізден қалпын сатып алайық дедік та. Сол заводтан қалпын әкеліп, Сарыағашқа қойып, Сарыағаштан шығарып Wildberriesке сата бастадық. Мгм. Яғни бір 4-5 модель бар. Wildberriesте қатты топ жарған. Мгм. Топ 10-ның ішіне кіретін. Қазір енді жаңағыдай саяси жаңағыдай толығулар болып жатыр ғой енді. Жаңа Ресей, Қазақстан несінде. Соған байланысты біз Wildberries'тен шығып жатырмыз. Басқа жаңағыдай өз нарығымызда және басқа жолдармен сатуға кірісіп жатырмыз негізінде. Мгм. Бірақ әлде де біздің тауарлар сол Wildberries'те сатылуда. Бірінші жыл біз 200 мыңдай чайник саттық Мгм. Wildberries'те. Екінші жыл сол 150 мыңдай саттық. Сонымен толығымен бір 350 мың немесе одан сәл жоғары болуы мүмкін негіз сатылған саны. Мгм. Ол біздің сатқан, бірақ бізден алып сатқандардың да оларды қоспағанда да. Яғни олар да көп сатып алды. Қоссаң 500 мыңға барады дейсіз ғой. Мүмкін. Жарты миллион. Енді Ресей үлкен нарық. 180 миллион халқы бар Wildberriesте. Иә. Қолданушы саны. Мгм. Береке бренді Қазақстан емес, СНГ нарығын жаулады десеңізші. Бізді түріктер деп ойлайтын. Түріктер. Турецкий бренд деп ойлайтын да. А. Түріктердің бренді деп ойлайды да ол орыстар. Аха. Орыстар емес, дағыстандықтар солай сұрайтын. Нұрлан, Түркиядан әкелесіңдер ма деп. Жоқ, Қазақстаннан шығарамыз ғой десем, сенбейді. Қазақстаннан шығарасыңдар ма деп. Қазақстанда өндіріс бар ма деп таң қалатын. Сенбейтін. Негізі сенбейді. Қазақстанда өндіріс бар деп қазақтың өзі де сенбейді ғой. Иә, әлі сенбейді. Әлі де сенбейді. Сізге сұрақ, Нұреке, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, именно стекло, яғни шыныдан жасалған дизайн, немесе бір 4-5 дизайн Wildberriesте атты деп. И алдындары әңгіме барысында сіз айтқан едіңіз маған, яғни факап дейді, ошибка. Әр ошибка кәсіпкерге үлкен суммаға түседі негізі. Иә. Енді сіздерде осы өндірістегі именно бастапқы қателікті айтсаңыз, мысалы 25 жаңағындай матрицасын әкеліп, оның ішінен 10-ы ғана атып, анау қалғандарына қаншама ақша салдыңыздар ғой, сол тұрсында айтып берсеңіз.
енді өндірісте біздің жақсы анализ жасамаған себеп болуы мүмкін. Мгм. Немқұрайлық танытқанымыз да болуы мүмкін. Сондай Мгм. біздің алғашқы матрицаларымыз қазіргі заманға сай болмай қалды. Трендтен қалып кеттік. Мгм. Ескілеу матрицаларды әкеп шығарғанымыз бар. Мгм. Мысалы 10 матрицаның 5-еуі сондай болды деп айтуға болады. Мгм. Ескілеу дизайнмен шығып қалды олар. Қазір енді біз барынша қымбат бұйымдарды әкеліп сатуға тырысып жатырмыз. Мгм. Егер сол заттарымыз жақсы жүріп кететін болса, солардың матрицасын алып келіп, қымбат затты да өндіріске қосамыз. Алла бұйыртса. Түсінікті. Получается, бірінші ол жаңағы бірінші тест жасау керек. Халыққа өте ма, қай модель өтеді деген секілді. Бірінші өндіріс емес, оны жай ғана Қытайдың зауытына тапсырыс беріп, өзіңнің брендімен әкеліп тест жасасаң болады. Именно мысалы 20 модельдің ішінен 5-еуі атты ма, соны өндіріске қоясыздар, иә? Дәл солай. Мгм. Тура. Бұл уже сіздерге қаншама миллиондарды жоғалтқан соң Кейін инсайт. инсайт, иә. Аха, түсінікті. Тәжірибемен келген. Өз қателіктерімізді өзіміз анализ жасап, не үшін, қалай болды, кім таңдады. Өзімде жаңағыдай таңдауыммен болған қателіктер көп. Алданып қаласың кейбір кезде. Мысалы мен Ресейде болғаннан кейін, Ресей нарығына бейімделіп қалғаннан кейін, сол жақтағы трендтерді әкеліп, кейін ол жақпен байланысымыз үзіліп қалғаннан кейін сатылмай жатқан дүниелеріміз де бар мысалы да. Ол қазақтың менталитетіне жат болып қалады. Сол ұнамайды. Мысалы ретінде айтайын, Ресей халқына төртбұрыш зат ұнаса, біздің халыққа домалақ зат ұнайды екен да. Енді әр елдің өзінің менталитеті бар. Біреуге жылтыр ұнаса, біреуге жылтыр емес ұнайды. Сол сияқты елді аралап үйреніп жүрік. Жақын өзімізге аға болған өзбек халқында талғамы кейбір кезде біздікіне ұқсамас. Бір заттарымыз бар, біз өз елімізде сата алмаймыз, бірақ Өзбекстанға жақсы сатылып жатқан заттарымыз да бар. Бұл жақта Қазақстанда сатылмаған модель, ол басқа елде басқа елде сатылуы мүмкін. Әбден мүмкін. Түсінікті. Дәл осы тұрысында мен бір сіздер сияқты өндіріс бар. Атын айтпай ақ қояйын, реклама болып кетпеу үшін. Сол кісілердің өндірісінің подкастын тыңдадым, ол кісілер айтады да, жаңағындай плита шығарады екен да. Сол плитаны, былайша айтқанда, төртеулік бар ғой. Стандарт төртеу ғой бізде плитаның. Соны бұл кісі қазақтың менталитетіне сай қылып анализ жасап, Қазақстанда той көп қой, не көп, үйіне той жиын болады, құдалық шақырады. Сол кезде 4 пешке, жаңағындай 4 неге сыймай қалады. Ет асады, шай қояды деген секілді. Соны былайша айтқанда 4 емес 8-ге көбейткен екен да. И дәл сол модельге бірнеше миллион доллар, почти 1 миллиард, бір 800 миллион қателеспесем естуім бойынша. Сонша сумма салып ана тауарды алып келеді. Басында енді ол товар жақсы менталитетке сай келіп тұр, бірақ та ол рекламасы болмаған үшін сатылмайды ғой. Потом оны жайлап рекламасын жасап, бір алған адам уже сарафанный радиомен кеткен екен да. Яғни бір алған адам айтқан екен да, уже мына жерде 4 емес 8-дік бар екен деп. И анау 2 миллион долларға алып келген тауар, былайша айтқанда уже хит модельге айналды дейді да. Ал біздің дәл сол 8 түрлі былайша айтқанда плитаны басқа елге апарсаң, ол өтпеуі мүмкін. Өйткені біз сияқты қонақжай той жасай беретін халықтар аз ғой мысалы да. Ал именно бізде сол 8 плиталық атып кеткен екен да. Яғни әр елдің өзінің менталитетіне сай тауар шығару. Бытовой техникада да дәл солай. Мысалы, өте жақын көршіміз Қытай ғой. Мысалы, Қытайда қолданылатын бытовой техника, қатты қолданысқа ие болып отқан бытовой техника бізде мүлдем қолданбауы мүмкін да. Бізге ол кірмеген, біздің менталитетімізге сай емес. Сол сияқты Ресейдің де менталитетіне сай емес дүниелер көп. Бізде бар, оларда өтпейді. Оларда өтетін, бізде өтпейді. Сондай заттар көп. Әр елдің өзінің айрықша болған менталитетіне сай заттар бар. Иә. Дәл осындай бізде осындай ситуация болды ғой, Нұреке. Біз мойщик пылесос саттық 1 жыл бойы.
Оказывается, ол моющий пылесос негізі европейский стандарт бойынша, яғни Европаның адамдарына арналып шығарған екен да. М. Моющий пылесос мысалы Европада қалай бір үйдің, допустим, 100 квадраты болса, соның, допустим, 80 квадратында ол полдан не болмаса паркеттен тұрады да. Ал Иә, біздің елде есе наоборот 80% паластан тұрады, кілемнен тұрады. кілемнен тұрады. И біз оны сатқан кезде халыққа біз былай ұсындық қой, 3 в 1, 3-те 1. Яғни ол өзі полды да жуады, кілемді де тазалайды деген секілді, и антибактериальный режим бар деп. На самом деле бізде қандай нәрсе болды? Біз сол моющий пылесос сатып жүргенде уже 4 ай, 5 ай, 6 ай өтеді, клиенттерден жалып келеді, возврат. Яғни неге? Уже моторчигі күйіп кеткен. Біз оны түсінбейміз. Біз Қытайға шығамыз, связь ашып, неге бұлай? Олар айтады, енді себебін нақты білмейді олар. Олар Қытайда отыр, біз Алматыда отырмыз. Содан кейін біз осыны кеше мен Кантон выставкада әдейі бардым, заводпен жолықтым. Сөйтіп көрсетсем, жаңағы завод неге сұрап жатыр да менен. Сендерде халықта үйде бұны қалай қолданады, соны айтшы дейді. Сөйтіп мен переводчикпен түсіндіріп жатырмын. Біздің үйде палас бар, осылай десем, ол бүйтіп бетін жауып жатыр да күліп. Ей, сендер қуасыңдар ма? Бұл паласқа арналмаған ғой. Бұл тегіс Иә, полға арналған. паркетке, жаңағындай неге арналған? Линолеум дейді ғой, былайша айтқанда, полға. И ол айтады да, сендердің бұзылып жатқаны сол себепті дейді. 4-5 ай, жарты жылға жетпей. Неге? Өйткені жаңағы бетіп тазалаған кезде паласта шаштар болады в основном. И сол шаштар моторчикқа барып жабысады екен да, и ана клинит етіп қалады былайша қатып. Сөйтеді ана мотордың күші неған соң күйіп кетеді екен орнында тұрып. Одан кейін ол мотор күйген соң аккумуляторға нагрузка түседі екен. Одан кейін оның емкості де құлайды. Одан кейін барып оның платасына әсер етеді. Яғни бір ғана шаш моторчиктан бастап барлығына связан да. Ал мен оны мысалы заводтан көріп жүрдім да, завод дұрыс емес жіберіп жатыр деген секілді. Иә, На самом деле біздің менталитетке тура келмеген екен бұл. Біз сол заводқа бардық, соңында мынандай нені шығардық, турбощеткасы бар ғой. иә. Именно паласқа арналған. Соның насадкасын айтып, осы келесі айда жасап береміз деді. Енді клиенттерге дәл соны комплектте қосамыз, айтамыз енді. Мына полды тазалайтын кезде осы ролигі, былайша айтқанда моющийін қолданасыз жуатын, ал паласқа есе осы турбощетканы қолданасыз деп айтамыз енді. М. Біздің ошибкамыз осыған тұрды, былайша айтқанда. Қаншама пылесосымыз возврат болып келді. Ол возвратты біз, соответственно, мастер болып жөндетеміз. Содан көрген маржамыз өз-өзін ақтап кетті. Минусқа кетпедік, Құдайға шүкір соған. Бірақ 0-0 жаптық. Бірақ М. оның себебін таба алдық. Біздің менталитетке келуі қиындау екен. Так, Дұрыс айтасың. иә. Нұреке, енді келесі сұрақ. Отандық өнім негізі көбісіне мынандай ой бар да, отандық өнім ашу ол жаңағыдай проблема көп өте, документтері бар деген секілді, одан кейін оны ашуға үлкен ақша кетеді деген секілді. Енді ал отандық өнімді ашқан адамдармен сөйлессем, олар айтады, наоборот, отандық өнімге мемлекет тарапынан жеңілдіктер мен көмек өте көп дейді. Мысалы бір осындай заводты естіген кезде, өндіріс ашқан кезде мемлекет оған жаңағындай 2-3 гектар жер берген. Одан кейін оны жаңағындай салықтан, налогтан былайша айтқанда жеңілдетілген вариантын берген. Не болмаса бір жылға салықтан освобождать етеді, пока аяққа тұрғанша. Үшіншіден жаңағы станогын өндіретін мемлекет төлеп әкеп береді деген секілді. Жұмысшылардың айлығын жаңағы еңбек KZ дейді ғой былайша айтқанда. Сол не төлеп береді? Осыған не айтасыз? Қандай сіздерге көмек болып жатыр? Енді мемлекет тарапынан негізі жаңалықтар болып тұрады, жеңілдіктер де көп. Біз енді әбден бұрынғы режимде үйренгенбіз, мемлекеттен қорқамыз. Өкіметтен қорқып қалғанбыз ғой негізінде. Өкімет бізді байқамаса екен, біздің есігімізді бір налоговый тоқылдатып келмесе екен деген бір үрей бар. Содан енді арылуымыз керек қой негізінде. Ақпен бәрін таза жұмыс істесеңіз, қорқынышыңыз да болмайды, үрей де болмайды. Және мемлекеттен берілетін және қолдаулар бар. Бізге мысалы, Құдай қаласа, біз өткен жылы Тұран деген СЭЗ деген свободный экономический зона дейді. Сондай аймақ. Ол жерде налогтан босатылу деген әкелген заттың шетелден әкелсең, мысалы, оның налогын, растаможкасын, таможняда төлейтін заттарын жеңілдететін нелер бар, өзінің шарттары бар. Сол СЭЗден, Түркістан СЭЗінен, Тұран деген СЭЗден бізге мемлекет 5-6 гектар жер берді. Сол жерге біз үлкен проект, біз үшін үлкен проект. Сол үлкен проектті
өткен жылдан бастап салып жатырмыз. Мгм. Құдай қаласа, осы биыл жылдың аяғына дейін бір 6000 квадрат метрлік Мгм. жаңағыдай неміз цехымыз іске қосылады. Мгм. Ол жерде біз береке пластик, яғни береке брендімен шығатын өнімдерді шығарамыз. Және сол тұрған екі ауылдың арасында тұр, Оранғай ауылы мен Қосқорған ауылы. Мгм. Сол екі ортасында тұр. Сол екі ауылдың халқын кішігірім болса да жұмыспен қамтамасыз етеміз деген ой бар. Әдемі. Құдай қаласа 300-400 адамға жұмыс орны ашылады. Мгм. Және сол жерден бүкіл фастфуд индустриясына керек бір қолданар ыдыс аяқтың бәрін шығаратын боламыз. Ол пластиктен, қағаздан және алюминий фольгадан жасалатын ыдыс аяқтар. Мгм. Өзіміздің отандық үлкен масштабтағы производство, өндірісіміз. Құдай қаласа. Әдемі. Берекесін берсін. Осы жерде бізге өкіметтің берген жеңілдігі, қолдауы, сол жер Мгм. және бізге шетелден келетін станоктар бар ғой. Иә. Соның бәрін біз жеңіл түрде кіргіземіз сол жерге. Ешқандай Ешқандай растаможка. растаможка Мгм. төлемейміз. Біз тек қана дайын өнімнен НДС төлейтін боламыз. Мгм. Платильщик НДС боламыз. Бірақ кіріп жатқан, шетелден алып келіп жатқан материалдарымыз, құрылысқа кеткен жаңағындай заттарымыздың бәрін сол өкіметтің берген жеңілдігін пайдаланып, салықтан босатылдық деуге болады. Сол оның өзі мысалы былайша айтқанда 10 миллион теңгенің 1 миллион теңгесі үнемделіп отыр. Мгм. Яғни Әдемі. сіз мысалы растаможкаға 16% төлейсіз ғой. Иә. 10 миллионнан 1.600.000 төлер едіңіз да, Мгм. соны үнемдеп беріп отыр. Ол жеңілдік емей не енді. Әрине Иә. рахмет өкіметімізге сондай жобаларды ұйымдастырып жатқанына. Мгм. Әдемі. Енді мынандай сұрақ, Нұреке. Бізде мысалы оңтүстік ол былайша айтқанда басқа өңірлерге қарағанда активный, яғни іске тез баратын халық деп санайды. Яғни шымкентскийлар пысық деген келеді ғой. Бізде не үшін дамыған? Мысалы бізде бір бай келіп бір жаңадан бір бизнес ашса, біздікілер қарап отпайды. Дәл соны әкеліп екінші көшіреді. Оны көріп үшінші көшіреді. Дәл солайынан бізде тез хит болады, тез аяққа тұрады. Мысалы айтатын болсақ, бізде оңтүстікте той көп. Мысалы біздің байлар, менің ауылымда да бай бар, біздің Жетісайда байлар көп мысалы. Мен көретін бүкіл байлар тойхана салумен жарысады да. Ал қазір сол тойханалар бос қаңырап тұр да. А оған қанша суммалар кетті мысалы да? 1 миллиард, 1,5 миллиард. Енді андай несіне кете береді ғой былайша айтқанда. Мысалы біреу қазір автосалон болып кеткен, біреу мынандай болып кеткен. Енді қазіргі біздің байларға құлақ қабыс деймін ба, әлде вызов деп атайын ба, жаңағындай осындай өндірісті жаңа завод үлкен, енді миллиардтар кетпесе де кішігірім цехтан бастауға болады ғой, дұрыс па? Осыны қалай біздің байларға, қазақ байларына осыны бір вызов ретінде, андай былайша айтқанда конкуренция ретінде, чтобы бәрі осындай өндіріске ақшасын салатындай қалай жасасақ болады? Не айтасыз? Тенденция былайша айтқанда. Енді өндіріс ол пысықтықты талап етеді. Мгм. Олай тойханамен салыстыруға болмайды да. Мгм. Тойханада мысалы бір капиталыңды бір салдың, және оны бір квартираны арендаға беріп отқандай шығар. Енді мен қателесуім де мүмкін, бірақ өте бөлек нәрсе. Ал өндіріс өте пысықтықты талап етеді. Оны жаңа бана айтқанымдай сауда істемей өндіріс ашқан қате болады деп ойлаймын. Біріншісі сауда көзін табу керек. Потенциалды жаңағыдай сенің болашақ өндірілген тауарларының клиенттерін тауып, солармен жұмыс істесіп жүруің керек. Мгм. Енді ол да оңай емес. Мгм. Тойхана аша салу оңай шығар негізінде. Мгм. Бірақ өндіріс ашу оңай емес. Бірақ бастайым, жасайым деген адамға Құдай тағала жолдардың бәрін ашып береді ғой. Мгм. Одан қорқудың қажеті жоқ. Былай мысалы шетелдіктердің Қазақстанға келіп біздің жағдайларымыз қарайды ғой, көреді ғой. Мгм. Енді сырт көзбен олардың пайымдауы Қазақстанда неше түрлі мүмкіндіктер бар екен дейді да. Мгм. Істелінбей жатқан нәрселер өте көп.
өте көп. Мгм. Соның қайсысы бірін бастап кетсең де конкурент жоқ. Бос нарық. Нарық, яғни өндірістің нарығы өте бос. Мгм. Сен қазір жаңа бір сыпырғы істесең де сенде конкурент болмайды. Сен бір шұлық шығарсаң да конкурент жоқ. Мгм. Конкурент тек қана Қытай болуы мүмкін, Мгм. бірақ іште конкурент жоқ. Яғни ішкі конкурент жоқ. Ал саудада тек қана Қытайға байлану өте қате. Мгм. Қытай әлемді қамтамасыз етіп отырған үлкен фабрика. Мгм. Бірақ ол шетел ғой. Оған бір сеніп қалу болмайды. Сондықтан да біз өндіріске көшіп жатырмыз. Жаймендеп. Себебі сен мысалы нарыққа үлкен жаңағындай бір заттың оптовигісін әкелуші, Қытайдан әкелуші импортерсың. Мгм. Бірақ қандай да бір саяси себептермен таможня 3-4 айға жабыла салады. Болды, сен күнделікті сатып жатқан затыңның құрғаласын, клиенттен айырыласың. Сол себепті Қазақстан ішінде болса, ол тұрақты болады, стабильный болады. Қытайға байланудың, енді мәжбүри түрде байланамыз, Мгм. бірақ оның артында жаңағындай қауіптер бар. Заттың кешігіп келуі, Мгм. заттың дұрыс келмеуі, қандай да бір саяси өзгерістер болса, бағаның көтеріліп немесе түсіп кетуі, немесе жаңағындай шекара жабылып қалуы. Иә. 3-4 айға жабыла салады. Ол біздің тарихта, біздің тәжірибемізде осы бір 10 жылдың ішінде көп рет қайталанды. Мгм. Бір өзге елге сеніп қалуға болмайды. Өзге елдің өндірісіне сеніп қалуға болмайды. Мгм. Өзімізде болған дұрыс өндірістің. Не шығарсаңыз да. Әдемі. Енді бізде мынандай болды, таза өнім деген бар, порошок шығады, бытовой химия, былайша айтқанда. Сол кісімен де тура осылай сөйлескен кезде ол кісі айтады да, біздің нарыққа бірінші ресейліктер кіріп монополия жасады дейді да. Яғни именно осы бытовой химияның ішінде бөлінеді ғой бұлар, линейка болып. Соның ішінде именно дақ кетіретіні бар, азилиті бар мысалы. Соның басым көпшілігінің нарығын Қытай мен Ресей алып келді дейді да. Алып отырды. Ал қазіргі таңда ол кісілер рекорд жасап, өзіміздің елде осы Алматыда тура сіздер секілді өндіріс ашып, қаншама бір 80-ге жуық, 100-ге жуық адам жұмыспен қамтамасыз етіп, былайша нарықта лидер болып отыр да. Каспийде де лидер, и халықтың арасында да лидер болды да. Құдай береке беріп қойды. И сол кісілермен қазір біз жаңағындай соглашение жасап жатырмыз, келісім шартқа отырып. Ол кісілердің өндірісінен біздің брендпен біздің тауарымызды шығарып беретін болды. Біз солай келістік. Алдағы уақытта солай жұмыс жасасамыз. Енді сізге сұрақ, біз секілді, біз e-commerce'те жүрміз, Каспийде, иә. Каспий болсын, Wildberries болсын, кез келген бағытта жүрген кәсіпкерлерге сіздерде дәл осындай B2B сегмент қарастырылған ба? Әрине. Қарастырылған, және біз оны құптаймыз. Бізге келіп, қайсы бір адам келсе де, өзінің брендімен, яғни патенті болса, бір атауға, сол патентімен келсе, біз шығарып беруге дайынбыз. Өзінің брендімен шығарып береміз, және өзіміздің қоймамызды сақтап, керегін алып, салып беріп тұруға дайынбыз. Яғни ол, мысалы, MOQ дейді, Minimal Request Order дейді ғой жаңағындай. Ең аз тапсырыс саны. Сол ең аз тапсырыс санына бізге заказ берсе, біз шығарып бере береміз брендімен, оның атауымен. Зато ақша Қытайға кетпейді, өзіміздің елде қалады дейсіз ғой. Иә. Бізге қазір шығарып жатырық, Massima деген брендке шығарып беріп жатырмыз чайниктерді Сарыағашта. 2 түрлі чайник шығарып беріп жатырмыз. Және сол сияқты басқа да кісілер келіп жатса, біз жоқ демейміз, шығарып беруге дайынбыз. Ол Қазақстан болсын, Қырғызстан, Өзбекстан болсын, Ресейден болсын, бәріне шығарып беруге дайынбыз. Біздің күшіміз жетеді шығаруға.
проблема жоқ. проблема жоқ. Мгм. Түсінікті. Енді Нұреке, сізге сұрақ. Мен жақында сіздің тиктогыңыздан көрдім. Қытайға барып Winning Star компаниясымен келісімшартқа отырдыңыздар. Оны не үшін жасадыңыздар? Сіздерге қандай пайдасы бар? Соның бәрін түсіндіріп берсеңіз. Жақсы қойылған сұрақ екен. Негізі не үшін жасадыңыздар, өздеріңіз де шығарып отырсыздар ғой деген сияқты болып Иә. тұрсыз ғой. Бұл тәжірибе біз енді мысалы бір заттарда мықтымыз да, және жаңағы бытовой техникада чайниктің эксперті болып жатырмыз. Мгм. Былайша айтқанда чайник туралы жақсы білеміз, өзіміз шығарып жатқаннан кейін де оны сатуды да білеміз, шығаруды да білеміз. Қандай модельдер, соның экспертіміз. Бірақ қалған затта біз эксперт емеспіз. Мгм. Себебі біз оны сатып көрген жоқпыз. Енді бізге полигон керек. Мгм. Дайын бренд полигоны керек, дұрыс па? Біз Иә. әр затты барып өз брендімізбен шығара алмаймыз. Мгм. Оған әл ауқатымыз да жетпейді, кейбір кезде дұрыс емес те болып қалуы мүмкін. Сіз заказ беріп әкеліп қоясыз, ол зат бізде өтпеуі мүмкін да, жаңа Ақшаны менталитетке ұстайды. байланысты. Мгм. Ақшаны да ұстап қалады. Сол үшін біз полигон ретінде Қытайдың брендтерін қолданамыз, бірақ қолданған кезде солардың ішінен іріктейміз. Яғни біздің елге, біздің регионға бағасы жағынан, сапасы жағынан лайықты болған компанияны іздеп, Мгм. солармен келісімшарт жасасып, солардың затын сатып көреміз. Егер де мысалы делік, жаңа Винингстарда 1000-ға жуық ассортимент бар. Мгм. Сол ассортименттің ішінен ататыны болады, атпайтыны болады. Кейін сол ататынын біз өзімізде өндірісте алып кетсек болады да. Яғни оларда ет тартқыш жақсы сатылып жатса, Иә. яғни тура сондай модельдің қалпын алып келіп, береке брендімен, немесе бізде екінші бренд бар, Зильбер деген, Мгм. Зильбер брендімен шығарып кетсек де болады. Мгм. Негізі бұл бөтен брендті сатуымыз, ол Тест жасау. тест, полигон. Ақшаны үнемдеу, қаншама миллиондарды жоғалтудың. Мысалы, Қытайдан бір затты сатып әкелу үшін өз брендімен, сіз ол заводпен кем дегенде бір контейнер алуыңыз керек. Бір заттан, бір Мгм. түйір заттан бір контейнер алуыңыз керек. Ал ол өтуі де мүмкін, өтпеуі де мүмкін деген не бар да, жаңағыдай риск бар, Иә. тәуекел бар. Сол үшін біз бір контейнерге 100 түрлі зат салып әкелгеніміз жақсы емес па, тест есебінде, Иә. Чем біреуін әкелгеннен бір гөрі. үйін әкелгеннен гөрі. Түсінікті, әдемі. Миллиондарды жоғалтқаннан гөрі тест жасаған әлде тиімдірек дейсіз ғой. Әрине. Түсінікті. Енді сізге мынандай сұрақ, Нұреке, қараңыз. Бізде өндіріс енді дамып жатыр да. Мен Қазақстанда өндірістен байып кетті деген адам әлі жолықтырмадым да. Мысалы, тек қана біреуі бар, мысалы қазір хит болып жатқан Тұрсын Алагөзов, Макси чай. Мгм. Осы именно напиток бағытында да. Ал енді мен көргендерім басым көпшілігі, олар официальный дистрибьюторство алғандар ғой, былайша айтқанда. Мгм. Қазақстанға уәкілі, былайша айтқанда, официальный. Мысалы айтатын болсақ, Сырымбек Тау, Якохаманы келді. Одан кейін Ерлан ағамыз Кока-коланың официальный дистрибьютор. Ол кісі де былайша айтқанда барлығы жағдайлары жақсы, үлкен кәсіпкерге айналды да. Енді сізге сұрақ, қазіргі таңда, қазіргі уақытпен официальный дистрибьютор әкеліп сол кісілердің жолын қайталаған дұрысырақ па? Әлде өзіміздің елде тура сіздер сияқты осы жолдан өтіп, сату этапынан бастап, өндірісті аяққа тұрғызып, осылай жасаған дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Жастарға қандай бағыт бересіз? Өз ойыңыз. Енді мына жол дұрыс, мына жол бұрыс деп айта алмаймын. Екеуі де дұрыс. Мгм. Екеуі де дұрыс. Шама келгенше жасау керек. Себебі Алла тағаланың білмейміз қай жағынан беретінін. Мгм. Бір жағынан жаңағыдай танымал, елге әйгілі брендті әкеліп, оңай жолмен көтерілу бар. Бірақ солар сияқты күшті брендті әкеліп көтерілмеген де бизнесмендер көп. Мгм. Себебі бизнестің, жаңағыдай кәсіпкерліктің 90% дерлік ұшырайды, жабылуға ұшырайды, Мгм. банкротқа ұшырайды.
ол оңай емес. Мгм. Қайсысы болса да оңай емес. Егер болашаққа қараймын десе, әрине өзінің брендін дамытқан дұрыс болады. Мен жаңағындай неге қарсымын? Өз пікірім ол. Берекенің пікірі емес, Нұрланның пікірі. Глобализациядан сақталуымыз керек. Глобализация деген, мысалы, Procter & Gamble делік те. Әлем бойынша Procter & Gamble бәр жерде бар. Әлем бойынша Pepsi Cola, Coca-Cola бәр жерде бар. Бірақ жергілікті брендке, мысалы, жергілікті бренд делік те, сол Coca-Colaға қарсы әрекет жасауға қауқарсыз. Себебі, мысалы, Coca-Cola делік, жоқ басқа Toyota делік те, үлкен брендтер өзінің ақшасымен басып кетеді. Маркетингімен басып кетеді. Олар, мысалы, 10 жыл минус пәленбай миллиард долларға минусқа жұмыс істеуге де дайын кейбір кезде. Ал егер бәрін сол бір адамның уысына беріп қойсақ, онда бәріміз соған тәуекел болып қаламыз. Бірақ дегенмен, мысалы, қазіргі уақытқа қарасаңыз, жеке брендтің өзі де үлкен глобалды брендтерге қарсы тұруға шамасы бар екен. Не үшін? Креативі үшін. Креативті болуы мүмкін да. Мысалы, үлкен брендтерде мыңдаған жаңағындай маркетинг деп отырған адамдары бар, басқа менеджерлері бар. Сол үлкен брендтердің ішінде бюрократизм көп нәрсеге тосқауыл болады. Және бір-екі адамның жасайтын шешімін ар жақта үлкен брендтерде 20-30 адам шешім қабылдау керек та. Ол көп уақыт талап етеді. Кейбір кезде сол жағынан олар қалып кетеді. Кішкентай екі адамның жасаған, гаражда жасаған бизнес стартаптарының қалып кетуі мүмкін. Заманның талабына сай ол өзгеруі мүмкін дейсіз ғой, иә? Заманның талабы қазір тездікті талап етеді. Тез қимылдауымыз керек. Жатып алып, жастықты құшақтап, қиялдап жатудың да уақыт жоқ қазір. Өте тез өзгеріс пайда болып жатыр. Өте тез қимылдауымыз керек қой. Шешім өте тез қабылдап, бүкіл шешім дұрыс қабылданады деп айтпаймын. Ішінде қателіктер болады, бірақ сол 10 стартаптың біреуі атса, 10 жасаған қателігіңізді жауып кететіндей бір іс жауып кетеді соның бәрін. Бұл бізде мынандаймен көрініс табады, Нұреке, қосып кетейін. Мысалы, бізде қалай болды? Каспиде поискқа, мысалы, бытовой техниканың общий картинасына, былайша бірінші страницасына кіресің ғой. Каспиде сен бірінші кіріп, мысалы, аэрогриль дейсің, мысалы, моющий пылесос дейсің, или чайник жаңағы тефальдарды жазасың ғой. Сол кезде Каспи саған бірінші страницада шығарып береді 12 позицияны. Егер сол бірінші страницада 12 позицияның ішінде сенің брендing тұратын болса, ол уже жетістік. Не деген сөз? Соншама категорияның ішінен сенікін топ 1-де тұр. Ал Каспи ол жерге анау-мынаудан шығара бермейді. Ол карточка Каспидің былайша жақсы сатылым жасаған, абыройы бар карточкалар шығарады. Баяғыда біз поисковикке неше түрлі осындай поискқа жазып, бір кез келген тауарды іздейтін болсақ, дұңған жаңағы бауырларымыздың тауарлары шығатын. Мысалы айтатын, Соканы, Витек, Краунер, Лумабелла кете береді да, мысалы. Қазіргі таңда жазып көрсеңіз, байқасаңыз, мысалы, аэрогриль деп жазып көріңізші. Өзіміздің осы Каспи селлерлер, былайша айтқанда бар ғой, өзіміздің қазақ жігіттері айналысып жатқан, солардың отандық бренді шығады. Ненің арқасы? Жаңағы сіз айтқан креативностьтің арқасы да. Біз не істедік? Мысалы, басында біз тәуелді болдық. Осы именно барахолкаға тәуелді болдық. Өйткені біз қазақ болған соң Қытай тілін білмейміз. Мысалы, дұңғандар Қытай тілін біледі. Олардың туысқандары әлі сол жақта тұрады, дұрыс па? Связь бар. Ал біз дым білмедік қой. Сол себепті біз үшін товар алу деген кезде тек барахолканы елестететінбіз да. Барахолканы алып жүрдік, потом не істеді? Қандас бауырларымыздың арқасында ол кісілер бізге Қытайдың қалай 16 есесіне заказ беру, арзан карголар, вичатпен саудаласу, сөйлесу, осының бәрін үйретті. Соның арқасында біздің көзіміз ашылды, былайша айтқанда. Соның арқасында қаншама қазақ бауырларымыз уже тек барахолка емес, ар жағында Қытай бар екенін білдік та.
И прямой қазір Қытайға шығып менмін деген қаншама селлерлар өзінің бренді мен тауарын әкеп Каспиде былайша айтқанда бірінші страницада өзіміздің қазақ бауырларымыздың өндіріс деп айтпай ақ қояйын, сіздер сияқты біз өндіріп жатқан жоқпыз енді. Хотя бы біздікі бірінші этап ол Қытаймен келісіп өзіміздің брендпен әкелу болып жатыр. Алдағы уақытта сіздердің жолдарыңыз берсін, біз де өндіріс қылып 100% Қазақстанда шығатындай қылып жасаймыз алдағы уақытта. Бірақ бір қуанатыным өзіміздің қазақтардың көзі ашылып жатыр. Каспиде қазір именно өзіміздің брендтер қаптап жатыр. Бірінші страницада да тұр. Өйткені жаңағындай мына стакан ескі модель болса, мысалы барахолка әлі сонымен отыр да. Ал біздікілер есе осыған УТП қосады да, яғни уникальность қосады. Давай мына жерін бүйтіп өзгертейік. Мысалы жаңағындай моющий пылесос біздің менталитетке тура келмейтін түсіндік. Мгм. Паластың кесірінен шаштан моторчик күйіп кетеді. Біз не істедік? Турбощетка шығардық. Мысалы әлі барахолканың басы жеткен жоқ, олар әлі старый модельмен жүр да. А біз соның арқасында креативностьтің, УТП-ның арқасында сатылымымызды арттырамыз былайша айтқанда. Енді Нұреке сізге сұрақ, жаңа біз жоғарыда тоқталдық бұған, осыны ішінен тағы ашсаңыз, жаңағы өндіріс ашушы адамдарға шикізатты қойып беретін поставщиктер. Ол да Қазақстанда болуы шарт қой, иә? Жақсырақ. Мысалы айтатын болсақ, киім саласында бізде тері өңделмейді ғой. Тері прямой Қытайға өтеді. Біз жақтан киім саласын ашқаннан гөрі прямой тіктіртіп әкелген выгодно. Өйткені бұған шикізат жоқ та. Ал енді сіз айтып қалдыңыз, Атырауда жаңағы сіздердің шикізатты пластмасс бар, иә? Осы жаңағы айтқаныңыз. Соны өндіретін заводқа тоқталсаңыз, и жаңағы мұнайды біз просто так шикізат ретінде алып арзан сатып жатырық қой. Ол бізге қандай пайдасы бар? Қымбат сатуға мұнайды өңдеп, одан кейін сіз секілді өндірістерге қандай пайдасы бар? Енді өзімізде шыққан шикізат әрдайым пайдалы болады. Ол бір жағынан логистика, екінші жағынан ешқандай кедендік салық төленбейді оған. Ішкі нарықтан алып, ішкі нарықта өндіреміз. Енді Атырауда шыққан затты ешқандай қиындықсыз біз салық болғанда кеден салықтарсыз алып келіп, соны пайдаланып шығаруымызға бұл өте жеңіл ғой негізінде, артық шығын жоқ. Иә. Логистика жағынан жақын, Иә. саяси әл ауқатқа жаңағыдай байланбаймыз. Саяси ауа райдың өзгеріп кетуіне ешқандай байланбаймыз. Мысалы, кейбір шикізатты Ираннан аламыз. Кейбір шикізатты Қазақстанда шықпағаннан кейін Ираннан амал жоқ, Ираннан алуымыз керек. Ал қазір Ирандағы жағдайларға байланысты ол шикізаттардың келуі қиындап жатыр бізге. Көрдіңіз ба? Шетелден алудың, шетелге байланудың бір зардабы сол. Шетелдегі жағдайға байланысты сіздің бизнесіңіз өркендеуі мүмкін, немесе құлдырауы мүмкін. Әрдайым іште болған жақсы. Не болса да. Судың іште шыққаны жақсы, жаңағыдай көмірдің іште шыққаны жақсы, сыртқа байланбағанымыз дұрыс. Еліміз үлкен, кең, даламызға Құдай тағала бүкіл Менделеевтің таблицасын салып қойған. Сол таблицаны өзіміз өңдеп, өзіміз ары қарай дайын тауар шығарып, сол дайын тауарды шетелге сатсақ, ол біздің экономикамызға әлде қайда жақсырақ болады. Жаңа Атыраудағы завод соны жасап жатыр, иә? Ол қазір мысалы мұнайдан көп зат шығады ғой. Біздің үстіміздегі киіміміз, шайнап жатқан сағызымызға дейін сол мұнайдан шығады да, синтетикалық заттар. Енді ол мұнайдан көп нәрсе шығады. Соның біреуін ғана қазір олар шығарып жатыр. Яғни бензинді шығарып жатқан болуы мүмкін, керосинді шығарып жатқан болуы мүмкін, дизель шығарып жатқан болуы мүмкін. Және біздің поставщигіміз KPI компаниясы, Қазақстан Петрохимикал компаниясы бізге гранула шығарып беріп жатыр. ПП маркасымен. Полипропилен деген марка ғой. Сонымен шығарып беріп жатыр. Әлде де алда оларда болашақта басқа марканы да шығаруға көзделген. Біз пластмасс деп бір атаумен атағанымен, пластмастың да түрлі-түрлісі бар. Кейбір пластмасс түрлерін біз шетелден алып келеміз, мәжбүри түрде. Келесі сұрақ, Нұреке, алдағы уақытта Берекенің, былайша Береке групптың, сіздердің
полный өздеріңіздің стратегияларыңыз қалай? Мысалы, Түркістаннан қазір сіздер 24 мың квадрат метрлік жаңа үлкен завод ашып жатсыздар, алдағы стратегия қалай? Осы уақытқа шейін біз чайникті көрдік шығарып жатқандарыңызда, полный уже аяққа тұрдыңыздар. Осы сала бойынша сіздерді эксперт деуге, атауға болады уже. Енді алдағы уақыттағы бағыттарыңыз қалай? Получается айтса, былай тұрмыстық техниканы полный линейкасын қою ма? Тұрмыстық техниканың жалпы соны алып жүру біздің бір бағытымыз сол. Одан кейін текстиль болғанда біз береке деген атауымыз дастарханмен әйгілі негізі. Береке дастарханы осы Қазақстанда 10 үйдің 8-інде жайылып тұрған шығар. Және осы Қазақстандағы береке дастарханның модасын біз қалыптастырып жатырмыз. Енді мысалы чайникте береке деген жазу бар ғой. Солай танисыз да, дастарханда ондай жазу болмағаннан кейін білмейсіз. Бірақ соның 80% Қазақстанда береке дастарханы. Алда басқа да сондай текстильмен байланысты мысалы үйде жаңағыдай төсек орын жабдықтары бар ғой. Соларға да көңіл бөлеміз ба деген жоспарлар бар. Таза енді жақын арадағы болашақта осы бытовой техника және бір қолданар ыдыс-аяқты қатты қолға алып, нарықта нөмір 1 болу. Тек Қазақстанда емес. Қасымыздағы шет елдердің де нөмір 1 болу көзделген. Біз дастархан бойынша нөмір 1-міз. Қазақстан бойынша мүмкін нөмір 2 Өзбекстан бойынша, және Қырғызстанда да үлесіміз өте үлкен дастарханнан. Сол сияқты бытовой техникадан да нөмір 1 болғымыз келеді. Және жаңа бір қолданар ыдыс-аяқ. Алдағы уақытта мен өзімнің каналымда, жаңа TikTok каналым болсын, Instagram каналым болсын, осы өндіріс жөнінде көп видеолар шығарамын. Соның басында өзім боламын, Құдай қаласа. Жоспар сондай. Түсінікті. Алла тағала береке берсін. Жоспарларыңыз орындалсын, Құдай қаласа. Так, енді мынандай сұрақ, Нұреке. Сіздерде қазір Каспийдің нарығына кірдіңіздер. Каспийде қанша заказ жіберіп жатсыздар? Аз уақыттың ішінде қандай жетістіктерге жеттіңіз? Осы именно e-commerce бағытында айтып берсеңіз. Каспийге біз өткен жылдың қыркүйек айынан бастап кірдік. Кіруіміздің себебі Каспийде көп карточкалар береке деп ашылған. Бірақ клиентке береке бармайды. Оның орнына Қытайдың арзан бұйымдары барып жатыр. Жобалас деген заттың бәрін сала береді екен. Біздің ақ көңіл қазақ халқы не келсе де ала береді екен. Мен соған өте таң қалдым. Мысалы, e-commerce бағытында Ресейде жұмыс істедім ғой. Ол жақта ондай нәрсе жүрмейді. Дереу жауап береді алушы. Мынау маған дұрыс емес зат келді, суреттегенде емес, болмаса атау бөлек, бұны мен заказ берген жоқпын деген дереу келеді сондай жауап. Қазақстанда біздікілер соншалықты жаңағыдай момын халық па, жібергенді қабылдай береді. Енді шағымданып жатқан халық бар шығар, бірақ Каспий ол шағымдарды елеп жатыр ма, елеп жатқан жоқ па, ол жағын білмедім. Сол үшін біз өз атымызды жаман қылмай, кірлетпейміз деген оймен, ниетпен өзіміз шықтық. Береке деген карточкаға берекені жібереміз. Берекені енді Каспийде бренд есебінде жабамадық, личный бренд есебінде, себебі ол личный бренд деңгейінен өсіп кеткен екен. Samsung, LG сияқты деңгейге өсіп кеткен, әлемдік деңгейде деді. Оны жапсақ өзіміз жабамыз деді Каспий. Сол себептен біз Zilber деген бренд шығардық. Ол Zilberдің шығару бір жағынан Европа мәнерінде болсын дедік та. Және алдағы мақсат
біз сол Европаны Бағындыру. жаңағыдай бағындыру ғой. Құдай қаласа. Соған арналған бренд, Европаға арналған бренд. Мгм. Зильбер деген жетістік бер деген сөз ғой енді. Зил деген белес деген сөз екен немісшеде. Мгм. Бер деген берекенің қысқартпасы, Мгм. немесе бер, Құдайдан сұрауымыз, бір жетістікке жеткізе көр деген ниетпен сондай қойылған атау. Мгм. Каспийде осы екі атаумен жұмыс істеп жатырмыз. Мгм. Сонда қазір тұтынушыларға айтатын болсаңыз, береке карточкасындағы именно сіздердің магазиндеріңіздің атауы қандай, чтобы басқа подменщиктерге былайша айтқанда берекенің орнына басқа тауар тығатындарға ұрынып қалмау үшін. Берекенің тауарын нағыз өзіміздің магазиніміз, ол Береке Official деген магазин. Мгм. Береке ресми дүкені деп қояйын деп едік. Мгм. Қоямадық, себебі басқа ол атауды атап алып қойған екен. Мгм. Сонымен Береке Official деген магазинді деп аштық. Атауын Береке Official деп қойдық. Сол Мгм. Береке Official'да тек қана береке сатылады. Одан бөлек Зильбер Official деген магазиніміз бар. Ол жерде Зильбер маркалы өзіміздің тауарлар шығады. Мгм. Каспийде осы қанша болды? Қыркүйек айынан бері 8 айдай болды жұмыс істеп жатқанымызға. Енді бір жетістіктер жасап жатырмыз. Күніне сол 200-ден жоғары товар жібереміз Мгм. күнделікті. 200-ден жоғары заявка түседі. Мгм. Әдемі. Енді мынандай сұрақ Нұреке. Қазір Қытаймен безвизовый режиммен жұмыс жасап жатырық. Иә, біздің өзіміздің қазақ бауырлар да Қытайға барып байерсамен басқасымен жұмыс жасап ақша тауып жатыр. И мен осы Кантон жәрмеңкесіне барған кезде, қайтатын кезде, мысалы, аэропортта жаңа самолеттің ішінде қазақтар өте аз болды да. Бір где-то бір 15% ғана шығар. Бірақ қалғанның барлығы қытайлар болды да. И менде мынандай сұрақ келді. Біз барар кезде қазақтар аз болып, қытайлар көп болды Қытайға баратын кезде, қайтар кезде де дәл сол болды да. И қытайлар не үшін келіп жатыр деген сұрақ болды да менде. Енді сіздерде мынандай үрей, қорқыныш не болмаса осындай болмай ма? Қытайлар келіп осы жақтан өндіріс ашып, бағаны құлатып, нарықты жаулап алып, монополия жасайды деген ой қаншалықты сіздерді мазалайды? Электр шайник өндіру жағынан келетін болсақ, Мгм. біз ешқалай қорықпаймыз. Мгм. Қытайлар бірінші келген кезде, қадам басар кезде олар да зерттейді. Мгм. Мысалы, чайник заводы келетін болса, ол зерттейді ғой, Қазақстанда чайник заводы бар ма деген. Мгм. Чайниктің оңай жолмен өндірілетініне олар біледі. Мгм. Сол үшін айғайдам деген ой бар. Олар чайник заводымен бізге бәсекеге түспейді. Мгм. Себебі өндіріс өте қиын, оңай емес. Басқа затта болуы мүмкін, Мгм. бірақ чайникте емес. Мгм. Ал басқа жарайды өндіріс болмаған күннің өзінде олар просто алып келу арқылы бағамен сіздермен конкуренция жасай ала ма? Бағамен бізбен конкуренция жасай алады, бірақ біздің қазір өкімет жаңағындай реттеп жатқан сияқты. Мгм. Кеденде басқа жақта налог жағын, басқа жағын бүкіл жаңағындай карго мен әкелушілер тоқтатып жатқан Мгм. жайы бар. Иә. Егер бәрі таза кіретін болса, бізге конкурент бола алмайды. Мгм. Ал жаңағындай сұр жолдармен дейміз ғой, серый Мгм. воз қылып жасап әкелсе, әрине ол біз болмақ президенттің өндірісі болса да оған да конкурент бола алады. Мгм. Қытайлар арзан алып келе алады. Алып келе алады. Иә. Мгм. Оның себептері көп. Бір жағынан ол Қытайда өндіріске конкуренция көп. Мгм. Өндірісте конкуренция өте көп. Және жұмыс қолы арзан. Мгм. Жұмыс қолы арзан. Мемлекеттік көмек едәуір үлкен. Әсіресе олар шетелге барып істесе, оларға өте үлкен көмек береді. Субсидия бөледі, арендасын Субсидия төлеп бөледі, береді. иә, өте көп жобаларына жәрдемдеседі өкіметтердің. Сол үшін Қытайда
Қытайдан арзан шығарып, заңсыз жолдармен кіргізсе, әрине бізден арзан болады бағалары. Уже direkt конкуренция жасай А алады. егер де қазіргі заңға сай ақ жолмен бәрі документтермен кіретін болса, біз олардың бағасына конкурент бола аламыз Мгм. және тосқауыл да бола аламыз Мгм. олардың кіруіне. Түсінікті. Енді мынандай сұрақ Нұреке, классикалық сұрақ. Бізде қазақтарда мынандай стереотип бар, парадокс дейміз ба әлде, кез келген нені Қытайды көрсе жау көргендей көреді да. И мысалы Қытай қаптап жатыр Қазақстанды, ертең бұлар жеріңді тартып алады деген секілді әртүрлі сөздер жүреді қауесеттер. Енді Қытайдан бізге қандай пайда бар, не болмаса қандай зиян бар? Не айта аласыз мысалы? Сауда жағынан түсінеміз, олар бағаны құлата алады. Баға жағынан оларда проблема емес. Мысалы Каспийдің өзінде қазір Қытайлар ашық карточканың бәріне монополия жасап тастады. Мысалы айтатын болсақ, біз бір жылдан бері уже вакуумный упаковщик сатамыз, иә, сол аппаратта. Именно сол категорияда ашық карточкадегі екі карточка бар топта тұрған. Айына 1000-нан жоғары продажа болады олда. Именно соның бағасы қазір сенесіз ба 3130-ға құлады. Ал оны біз Қазақстаннан, мына Қытайға заказ беретін болсақ Қазақстаннан, келуімен ол 3400-ге, 3200-ге айналады. Бұны мен сұрақ қойдым ғой, неге деп іздеп көрсем, оказывается астында 2-3 ипі ол Қытайлардікі. Қытайлар келіп, бағаны құлатып, Каспийдегі ашық карточканың бәрінде монополия жасап жатыр. Уже олардың баға сындыру жағынан көріп жатырық жемісін. Сіздің жеке өз ойыңыз қалай? Қауіп қатер көп па, әлде бізге пайдасы көбірек па? Қытай сияқты алып мемлекеттің қасымызда тұруы, ол бізді әлсіретпейді. Мгм. Керісінше бізді соған қарсы тұрарлықтай бізді оны тәрбиелейді. Оятады, зона комфорттан шығарады. Шыңдайды ғой, Мгм. былайша айтқанда. Және жаңағындай бір-екі ИП-ның Каспийде кіріп баға құлатуы олардың жаңағыдай Каспийді дұрыс түсінбеуінен де болуы мүмкін. Мгм. Юнит экономиканы дұрыс санамай жұмыс істей беріп де болуы мүмкін да ол. Мгм. Себебі Қытайда мысалы маркетплейстерінде оларда 2-3%-пен Мгм. комиссия болады. Мгм. Және доставка арзан, иә? Мгм. Логистика арзан Иә. Қытайдың ішінде. Ал Қазақстанның комиссиясымен жаңағыдай логистикасын қоссаңыз, жобасы 23%-ке шығады. Мгм. Яғни сарылып жатқан бағаның 23%-і тек Каспийдің үлесіндегі ақша. Мгм. Каспийге кететін ақша. Иә. Одан кейін сіз жаңа рекламаға жаратасыз, басқа қыласыз, ол тағы да бір ДДР-іңіз бір 10-15% құрауы мүмкін да. Енді көп сатушылар Каспийде осындай юнит экономиканы есептемей, сатып жатқанына, күнделікті көп тауар өтіп жатқанына мәз болып, алданып, жайлап ақша жоғалтып жатқанын байқамай, жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін байқауы мүмкін да. Мгм. Дұрыс есептеген кезде. Оған дейін сатылым көптігіне алданып, мәз болып жүре беруі де мүмкін. Сол үшін мен ойлаймын, ол уақытша нәрсе деп ше. Мгм. Бәрібір адамдар ақымақ емес, ақшаны жарты жылдап, бір жылдап жоғалтуға олардың қауқары жетпейді. Бір күн тоқтайды ол. Мгм. Яғни қауіп қатер жоқ деп Яғни жатсыз ғой. уақытша нәрсе да ол. Мгм. Уақытша нәрсе, ол тек Қытайлардың баға түсіруі емес, ол біздің өзімізде сондаймыз. Кейбір кезде есептемей, немесе дұрыс есептемей, жаңағыдай алданып қалып, бағаны дұрыс қоймауымыздан болады. Кейбір кезде жаңағындай осы әңгімеге жалғас болсын. Кейбір кезде біздің затымыз жаңағыдай береке деп тұрады. Мгм. Заводтан шыққан бағадан арзан болып тұрған кезде таң қаласында, мынауын мен шығарып жатырмын, мысалы. Біздің Мгм. завод шығарып жатыр, бірақ бағасы бізден арзан да. Мгм. Ол қалай? Валберсте де сондай болған. Мгм. Менде бір оптовик болды, мәскеулік. Менен жүздеп коробкілеп чайник алып кетеді.
Валбересте менен арзан сатады. Мен оны есептеймін, былай есептеймін, қараймын, бұл минусқа сатып жатыр. Ақырында мен онымен жұмыс істесуді қойдым. Себебі ол құрдымға кетіп бара жатыр да. Дұрыс есептемей. Дұрыс есептемей. Өзінің минусына сатып жүр. Ондайлар көп. Өзінің минусына сатады. Оны байқамайды. Мен бірге бір қойып отырмын ой дейді, бірақ бүкіл жаңағы комиссиясы бар, логистикасы бар, өкіметке төлейтін налогым бар, бәрін санаған кезде ол минусқа сатып жатқан болып шығады. Түсінікті. Енді мынандай сұрақ Нұреке. Дәл осы өндіріске бағытталған, мысалы дәл осы сұрақта бізде үлкен кәсіпкер бар, Марғұлан Сейсенбай. Соған осындай сұрақ қояды. Қазақстанда өндіріс ашқан тиімді ме, әлде алып сатқан ба деп. Ол кезде сол кісі жауап береді. Әр мемлекеттің, әр адамның қабілеті бар секілді өзінің мықты тұстары болады дейді да. Мысалы бізге Стив Джобс сияқты жаңағындай айфон шығарып, не болмаса ондай жасау қажет жоқ дейді да. Ол сол елге бағытталған дейді да. Бізде не нәрсе? Жер жатыр, үлкен жер жатыр. Бізге мысалы сол кезде қателеспесем Нидерландия ма, Голландия ма соның мысалын айтады. Олар экспорт бойынша әлемде 3-ші орында тұрады екен. Яғни не нәрсені жаңағы жер, былайша айтқанда сельский хозяйство дейді ғой. Неше түрлі осындай заттар бар, агро өнімдері бар, сүт өнімдері бар, осының барлығын әлемде 3-ші орында тұрады деген. Ол кісі айтады да, яғни бізге соған уклон қою керек дейді да, фокустың бәрін. Мысалы бізде жаңағы не шығады, аты не еді, жер бар, мал шаруашылығы бар, етпен айналысуға болады деген секілді. Енді бізге өндіріс ашқан дұрыс деп ойлайсыз ба, әлде алып сатқан дұрыс па? Сіздің ойыңыз? Алып сату ма, өндіріс ашу ма Иә. дегенде ма? Кейбір кезде алып сату да дұрыс болады, бірақ жаңағындай рисктері бар. Ол сіз жаңағындай сырт мемлекетке байланасыз. Сыртқы жағдайға. Жаңа Иранмен мысалы бізде алып сату бар еді ғой. Иә. Қазір мысалы Иранмен істесіп жатқан кісілер біраз тоқтап қалды. Сондай рисктер бар. Енді іште өзіміз өндірсек, және оны сыртқа сата білсек, көршілерімізге, ол кезде нұр үстінде нұр. Әрине біздің нарық кішкентай, 20 миллион халқымыз бар. Сол 20 миллион халыққа кем дегенде соған есеп жасап, соған жасалған өндіріс болса, ол болады. Әбден мүмкін. Сол жаңағы потенциалды алушыларға байланысты ғой нарық. Егер сіздің көздегеніңіз сырт болса, онда ол жақсы. Бірақ онымен де біздің өкімет көрші өкіметтермен достық режимінде жұмыс істеу керек та. Мысалы байқасаңыздар, біз кейбір кезде Ресейге бір заттарымызды сата алмай қаламыз. Ресей жай ғана кеденде қысып қояды. Болды. Сонымен біздің мысалы бара жатқан сүтіміз жолда іріп кетеді. Бара жатқан етіміз жолда шіріп кетеді. Өткен жылы мысалы Өзбекстанға кіре алмай қалған қаншама 7-8 вагон картошкамыз сияқты, бір бизнесменді әжептәуір ақшасыз қалдырды ғой мысалы. Әжептәуір қалтасын қақты да бірнеше миллион теңгеге. Сол үшін сыртқы нарық бір риск бар. Сыртқы нарықпен жұмыс істеу. Ол алып кіруде болсын, алып шығуда да болсын. Мысалы, біз Валбереспен жақсы жұмыс істеп жаттық. Өткен жылғы кеденде болған жағдайларға байланысты біз зат кіргізе алмай қалдық Валбереске. Және биылдан бастап Ресейдегі өзгерген заңға байланысты, біздің жаңағыдай салық кодексіміздің өзгеруіне байланысты тағы да бір тосқауылдар пайда болды. Бізде жаңағыдай Валбересте жұмыс жасауға үлкен кедергілер пайда болды. Негізі сыртпен жұмыс істеген кезде сондай рисктер, сондай тәуекелдер болады екен. Ол заңды түрде. Яғни кәсіп істеу тәуекелден тұрады. Сол үшін шығар көп адам кәсіп істемейді, жай ғана
жалданбалы жұмыс істеп айлық алып отыруға риза, ұйқысы тыныш. ұйқысы тыныш. Мгм. Ал кейбір адамдар жаңағыдай жыбырлақ болады, кәсіппен айналысқысы келеді. Олар ұрынады да, Ұрынса да қайтпай ма? ұрынса да қайтпайды. Сондай адамдар бар өзі. Құдай тағала әрқайсымызды әртүрлі қылып жаратқан, әрқайсымызға әртүрлі ризық нәсіп етіп қойған. Мынау дұрыс, мынау бұрыс дей алмаймыз. Мгм. Бірақ қайсысы болса да адалмен істеген саудамыз, адалмен істеген жұмысымыз берекелі болады. Мгм. Түсінікті. Келесі сұрақ, Нұреке, бізде мынандай, бізде халықта мынандай ой бар да, Қазақстаннан өндірілген зат ол қымбат деген. Ше? Бірақ мен өзімде біраз затты көремін, мысалы, шынымен де қымбат. Әжептәуір қымбат. Жарайды, сапасына келетін болсақ, сапалы товар ұсынып жатқан шығар, сапалы товар ол всегда қымбат болады. Бірақ та біздің сол өндірушілердің ашкөздігі деп айтамыз ба, жаңағындай өндіріс жасаған соң мен қымбат сату керекпін деп қымбат наценка қойып қоя ма? Мысалы, соған не айтасыз? Сіздерде өнім өте арзан. Мысалы, байқаймын да, мысалы, ол чайниктер болсын, басқа өнімдер болсын, сіздер қатты бағаны көтермегенсіздер. Осыған не айтасыз? Ол ненің қателігі? Ол жаңа өндірушілердің ашкөздігі деп айтамыз да, не болмаса стандартқа сай жасалмағаны ма, не болмаса халықтың өз ойы деп ойлайсыз ба? Бір жағынан мысалы, жаңағы біздің халықтың аздығы біздің өндіріске беретін жаңағыдай әсері ол тауардың қымбат шығуы. Ол Ол бірінші рас. фактор, иә? Ол бірінші фактор. Біздің Мгм. халықтың аздығы. Себебі біз бір нәрсені енді өндірісті пайда табу үшін ашады ғой. Мгм. Өз-өзін ақтау керек деген сияқты. Егер біздің өндіріс аз халыққа бағытталған болса, онда әрине біздің бағамыз қымбат болу керек пайда табуымыз үшін. Ал шетелден алып келгеннен кейін, әсіресе Қытайдан ғой енді. Мгм. Қытайда мысалы олар күніне бірнеше 100.000 зат шығаруы мүмкін да. Мгм. Соның бір кішкентай бөлігі ғана Қазақстанға келіп, сол сияқты бөліктер бүкіл планетаға тарап кетеді ғой, ел-елге. Мгм. Сол үшін ол арзан шығуы мүмкін. Себебі бірнеше мың. Мысалы, мен айтайын сізге, біздің зауытта 120 адам жұмыс істейді. Мгм. Күніне 4.000 чайник шығарамыз. Мгм. Енді мен Қытайда болдым, бір зауытта 2,5 адам жұмыс істейді. Полный завод түгелімен роботтардан тұрады тағы да. 2,5 адам жұмыс істейді. Мгм. Оған қосымша роботтар. Мгм. Енді ол күніне қанша бұйым шығарады? Иә. Біз 120 адаммен 4.000 чайник шығарсақ, олар 2,5 адаммен миллионға жуық чайник шығаруы мүмкін да. Енді біздің баға арзан бола ма, олардың бағасы арзан бола ма? Әрине олардікі арзан болады. Себебі олар жаңағыдай бір мұнай заводының үлкен бір бөлік шикізатын алып отыруы мүмкін да. Мгм. Иә? Иә. Біз бір 2% алып отыруымыз мүмкін. Ал 30% алып отыруы мүмкін. Мгм. Немесе жарты. Бүкіл завод соған жұмыс істеуі мүмкін. Соның салдарынан біздің баға қымбат болып көрінеді елге Қазақстанда шыққан. Мгм. Ал шетелден алып келген товар арзан болып көрінетін сол себептен. Шетелде, енді шетел деп Қытайда айтамыз ғой енді. Мгм. Қытайда үлкен, бүкіл планетаға шығарғаннан кейін товар Мгм. арзан шығады, ол анық. Ол анық. Түсінікті. Енді келесі сұрақ, Нұреке, мысалы, мен сіздердің зауыттарыңызды көріп, мен де шабыттандым да. Енді біз жас кәсіпкер болған соң, біз бірден қазір бұған біздің ресурсымызда, былайша қабілеттерімізде тура келмеуі мүмкін сіздер сияқты өндіріс салуға. Бірақ та болашақта салып қалуымыз мүмкін. Біз сияқты қызығып отқан осы өндіріске, қызығып отқан жастарға не айтасыз? Мысалы, бізде Шымкентте мынау мысалы біздің Шымкентте мынау хит болып кетті. Ол Өзбекстаннан келген бизнес. Өзіңіз көрген шығарсыз, сала таңдау деген YouTube каналдарда да сатылды. Яғни үйден жаңағы цехтан Өзбекстаннан несін алып келесің, оборудованиесін. Сөйтесің да сабын шығарады. Мысалы біз ауылда өзіміздің фастфуд сататын кафеміз бар, әлі күнге шейін істеп тұр. Мен сол жерде 2 жыл бойы істедім. Сол кезде бізде май
отходный май дейді ғой, былайша Иә, айтқанда иә, чекен иә, пісірген. иә. Соны біз жинайтынбыз. Соны бізден литрына 100, 150, 200 теңге төлеп, сол 40-50 литрді осы сабын өндірушілер алып кететін. Біз сұрайтынбыз, бұны не үшін алып жатсың деп. М. Олар айтатын, біз сабынға қосамыз деп. И бізде ауылда Шымкентте жаңағындай ғой, біреу ашады, бәрі көшіреді да уже бізде активно болған соң. И барлығы осындай цехтан бастады. Яғни ол дәл осындай нәрседен бастап түбі сіздердікіндей үлкен заводқа ұластыру мүмкін ба? Ол сондай жасау үшін не жасау керек? Соны айтып жіберсеңіз. Енді бәрі мүмкін ғой, Мгм. бәрі мүмкін. Әрине кішкентай заттан бастаған дұрыс. Мгм. Кішкентай затты сата біліп, сол затты не сатылады? Егер мысалы сіз 10 зат шығарып жатсыңыз, иә, Мгм. соның ішінде 2 затыңыз жақсы сатылып жатыр. Мгм. Сол затқа сіз акцент беріп, соны көбейте бересіз. Мгм. Станоктар қосылады. Биыл сізде 3 станок болса, ендігі жыл 4 станок болады. Мгм. Сөйтіп ұлғая бересіз ғой, үлкейе бересіз, кеңейе бересіз, жұмысшы жалдайсыз, басқа аласыз. Ол бәрі өзі өндірістің бәрі содан басталады. Мгм. Кішкентай нәрседен бастап, және соны сата білу ғой маңызды. Мгм. Маңыздысы соны сата білу. Шығарып жатқан затыңыз. Ертең сіздің станогыңыз тұрып қалмау керек. Жалдап Мгм. жатқан жұмысшыңыз жұмыссыз қалмау керек. Мгм. Ертең мысалы 2 аптаға сіз затыңызды сата алмай қалып, ана кісіні 2 апта жұмысқа келмей ақ қой дей алмайсыз. Айлық беру керек. Ол басқа жұмысқа кетіп қалады. Сіз Иә. өзіңіздің бір ұстаңыздан айырылып қаласыз. Қазақстанда ұста жетіспейді. Мгм. Сіз біреуді үйреткен кезде, сіз оған үйретесіз ғой, Иә. тегін үйретесіз, станокты басқара алады, үйтеді, бүйтеді, сіздің айлығыңызды уақыт өте аз көреді да, дайын маман сіздің конкурентіңізге 2 есе бағамен кетіп қалуы мүмкін. Мгм. Мысалы сіз 250 мың төлеп жатсыз, ана кісі енді ашып жатыр, оған маман керек, сізден алды да 350 мың теңгеге ана маманыңызды алып кетті. Мгм. Сіз маманды жоғалтасыз. Біздің Қазақстан сондай маманды жоғалтудың бірінші орын алады. Конкурент жаңа біреу сабын ашты, екіншісі де сабын ашты ғой. Иә. Соның сабын ашудың ингредиентін бір бала білді ғой ана жерде. Иә. Соны алып кете береді ғой жаймен деп. Иә. Ал мен енді бір жағынан ол дұрыс та шығар. Анау жаңа балаңыз, үйренген балаңыз көптеп тапқысы келеді. Иә. Бір жағынан сіз оны үйреттіңіз ғой. Иә. Дұрыс па? Сіз оны маман қылдыңыз. Мгм. Бір жағынан сол жері өкінішті да, сіздің берген сабағыңызды ол бағаламай кетіп қалды. Бірақ ол заңдылық бар. Ол нәрсе бар Мгм. және бола береді де. Табиғи құбылыс дейсіз ғой. Табиғи құбылыс, Иә. сіз біреуді тәрбиелеп өсіресіз, ол кетеді. Немесе өзі ашып кетеді, немесе жаңағыдай көптеу төлегенге кетіп қалады. Мгм. Сол үшін өндірістің де бір қиындығы сондай ұсталарды ұстап қалуда. Мгм. Біздің қанымызға сіңіп кеткен көшпенділік бар ғой. Иә. Біз жұмыста да көшіп жүре береміз. Мына жұмысты істеп, арғы жұмыс жақсырақ көрінуі мүмкін де соған кетіп қаламыз, мынаған кетіп қаламыз. Мына жақтағы сәрсенбаймен 10 жыл істедім, шаршадым, бұны көргім келмейді деп бейсенбайға кетіп қаламыз деген Мгм. сияқты ғой. Иә. Ол кадр ауысу өте көп бізде Қазақстанда. Ә, Сіз басқа елдерде ол аздау, Мгм. бір жабысқан жеріне жабысып қалады Кеннеди. Мгм. Жаңағыдай біздің өзіміздің бауырларымыз бар. Жаңа өзбек халқы, олар бір істе ұста болса, сол істе қатып, соның супер ұстасы болуға тырысады. Мгм. Жаңа бір ата сөзі бар ғой. Жаңа байығың келсе, жұмыс берушіңді байыт деген ше. Бірінші өзіңде емес. Бірінші өзінде емес, А. саған кім жұмыс беріп жатыр. Яғни бизнесіңа бүкіл көңіліңді бер де сол бизнесқа атсалыс деген сөз ғой. Иә. Бизнес ұлғайған сайын, кеңейген сайын сенің де табысың молаяды, сен де өсесің ғой мысалы. Иә. Бір күн қазір сен станоктың басында тұрсың, ертең станоктың басында тұрған адамға сен үйрететін боласың. Мгм. Сондай нәрселер бар. Мгм. Бірақ біздің менталитетте жаңағыдай көшпенді болғаннан кейін жұмыс ауыстыру да бар. Ол Отырықшыл факт, емеспіз дейсіз иә, ба? факт.
түсінікті. Иә, бұл Турцияда да байқалады ғой, байқайсыз ба? Мысалы 100 жылдан бері келе жатқан ата кәсіптері бар. Мысалы кезінде атасы или бабасы ашқан, соны оның атасы ұстаған, атасынан кейін әкесі ұстады, әкесінен кейін өзі ұстады деген секілді. Мысалы бізде қазақта ол тек қана мал арқылы ғана берілген ғой. Жаңағындай менің әкемде мынаншама жылқы үйір болған кезінде 5 мың бас мынандай жылқы болды деп тек сонымен ғана айтады да. Ал бізде мысалы өндіріс бір ешқандай жоқ та. Енді алдағы уақытта осы ата кәсіп деген бізде дамуы мүмкін, құдай қаласа. Сіздердің ұрпақтарыңыз осы зауытты ұстап қалып дальше дамытып деген секілді. Енді осыған келетін болсақ, мынандай сұрақ Нұреке. Мысалы біз 1688-ден заказ береміз да Қытайға. Сөйтіп мен оны ойлайтынмын завод деп, мен заводпен істесіп жатырмын деп. Сөйтіп бір күні біз люстра завод, сондай мен поставщикпен сөйлесіп жатырмық. Сөйтіп бір күні сол люстра поставщик Қытай маған видеозвонокқа шығып бір затты көрсету керек болды. Коробкаға біз логотип ұрып отқанбыз өзіміздің брендпен. Соның былайша айтқанда примерін көрсету үшін видеоға шықты. Қарасам анау завод емес, бір гараж, үйдегі кішкентай гараждар болады ғой есіктің алдындағы. Сондай да, и соның өзімен отырып ол маған 2000 ассортимент, яғни 2000 ассортимент тауардың кез келген шығарып беріп отырады да. Мысалы мен оны люстраның түрін жіберемін да, мынау бар ма десем, жоқ демейді да. Бұл бар, бірақ қазір дайын емес дейді. Сен маған предоплата бер 1000 юань, мен саған 3 күнде жасап беремін дейді. И қарап тұрсам, мен 1688-де завод деп ойлаған поставщиктің барлығы завод емес екен, үйіндегі кішкентай бір фабрика ашып алған. Енді біздің Шымкентте жаңағы сабын өндірісі бар, осылай ашып жатыр. Мысалы, енді бізде тура сіздер секілді бірінші сатылымды аяққа тұрғызып алып, ол Каспиде болсын, ол басқа маркетплейс болсын, Инстаграммен сату болсын, осылай аяққа тұрғызып, дәл осы тауардың матрицасын Қытайдан әкеліп, өндіріп, сатып, түбі сіздер сияқты завод болуға болады ғой, Әрине болады, болмасқа. Болады, содан да басталады ғой, жаңағындай. Станок әкеліп, жасаудан басталады. Жаңа мен қайталап айтайын, сата білуіңіз керек қой. Ең бастысы өндіріс емес, сата алу деп жатсыз ғой, Сата алу, себебі өндіріс ашып, жабылып қалып жатқандар көп. Сата алмаған үшін. Сата алмаған үшін, дұрыс жаңағыдай анализ жасамаған үшін, менталитетті танымаған үшін, кейбір кезде болады, адам өзінің қалауынша, өзінің пайымдауынша істегісі келеді, бірақ ол өзгелерге жақпайды. Елді зерттеу керек, бірінші алып келіп сату керек, көру керек, сосын сол жақсы сатылып жатқанды жасап көру керек өзімізде. Сол жасалу барысында ол енді поставщикті де іздейді, жаңа шикізатқа. Ол тиімді бола ма, болмай ма, мүмкін әкеп сата беру оңайырақ болады жасаудан гөрі. Жасау тек қана ойлайсыз ғой, енді станокты әкелдім, шикізатын таптым, ол зат шығара береді, зат өзінен өзі шыға береді деп ойлайсыз ғой. Жоқ, ондай емес қой. Ол сол станокты басқаратын сізде технолог болу керек. Технологты тәрбиелеу керексіз. Болмаса дайын технологты алып келуіңіз керек. Жаңа Қытайдың станогы ма, Қытайдың технологын әкеліп, сонымен жұмыс істесуіңіз керек. Сол Қытай сіздің жергілікті бір қазақты үйрету керек, дұрыс па? Жергілікті өзіміздің азаматымызды үйрету керек. Сол азамат сізге қарай жұмыс істеп кете ма, кетпей ма? Ол тағы да бар да, конкурентке кетіп қала ма? Ол тағы да бар. Сол үшін өндірістің сол бір күрделі қиындықтарының бірі сол адам ұстасы. Ұстап қалу, табу. Яғни сізде ақша болуы мүмкін, станокты алып келу жолдарын бәрін білесіз, станокты әкелдіңіз, шикізатты таптыңыз. Ода істейтін ұстаныңыз болмаса, оның бәрі бекер ғой. Түсінікті. Ары қарай детально кіретін болсақ, өндіріс ашу қиын дегенге бара жатыр да. Жоқ, қиын емес, оның өзі қызық қой. Өндіріс ашудың өзі қызық. Сонымен өзіңізде тәрбиеленесіз ғой. Өзіңіз, мысалы, қазір мен саудагермін да, саудагердің көзімен қарайын өндіріске. Бірақ өндіріске ол тек саудагердің көзімен емес, технологтың көзімен де қарау керек. Кейбір кезде, мысалы, жаңа затыңыздың
математик болуыңыз керек қой. Мгм. Мектепте жаңағыдай ойлайтын едім, осы математика, ана формулалар неге керек бәрі деп, иә. Мгм. Ну, керек екен ғой. Мгм. Керек екен. Математика оқытуымыз керек екен бала-шағамызға. Ы, тіл оқыту керек. Яғни Мгм. ұста болу керек. Ұстасыз мына екі дүние жаңа жүрсе көлік, жүрмесе өлік деген сияқты. Мгм. Жаңа станогыңыз жүрсе көлік болады, ол әкеледі, Иә. жүрмесе өлік таза. Мгм. Түсінікті. Бірінші сатылымға фокус қойып, одан кейін ішкі өндірістің технологына да фокус қойып, Иә, сон короче, барлығын алып жүру керек дейсіз ғой. иә. Иә. Енді Нұреке, мынандай сұрақ, бізде основном жастар көреді каналды. Сіздің қатарыңыздағы кісілер көру редко деп ойлаймын. Өйткені менің аудиториям жастар, өзім секілді жас кәсіпкерлер. Енді қаншама жылдық опытыңыз бар осы салада жүрсе, енді жастарға не айтасыз? Бізде мысалы тез байып кету деген тенденциясы бар да. Яғни бүгін жасады, ертең байып, салонына машина шығарып, соның видеосын көрсету керек. Өйткені бізде блогерлерден бастап медиада жүрген кәсіпкерлердің барлығы тек успехын көрсетеді да. Қадалып жатқанын, түнгі көз жасын, ана инвестордан қарыз болып қалып, инвестор угрожать етіп орманға барып қайтқанын, ешқайсысын көрмейді ғой, оны көрсетпейді да. Ал бізде соның кесірінен қаншама жас кәсіпкерлер өзіміздің ортамызда әңгімелесеміз, қаншамасы қарызға кіріп кеткен да. Енді қарызға кірді, жарайды. Ол қарызға мысалы сауатты қарызға кірді, ақылды қарызбен, біреу сауатсыз қарызбен кіреді деген жас қой. Енді сол қиыншылық жолда не айтасыз? Мысалы, ол қарызда жүрген кезде сені инвестор қысады. Мына жақтан сенің отбасың бар, әйелің, бала-шағаң, жан-жақтан қысқан кезде көп кәсіпкерлер сынып қалады. Мысалы айтатын болсақ, бір үлкен аға болды сіздер қатарлы. Ол кісі жаңағындай әртүрлі саламен айналысты, бірақ рисковать еткенде миллион долларлап рисковать етті да. Соңында мысалы оны поставщик лақтырып, ол кісі өз-өзіне суицид жасап кетті да. Яғни ол бірден барған жоқ қой бұл неге. Яғни үлкен суммаға барды да. Енді сол турысында жастарға қазір қиналып жүрген, бүйтіп өзін таппай жүргендерге, сынып қалайын деп жүргенге не айтасыз? Не жасау керек? Қалай шығу керек бұл ситуациядан? Енді бұл ә, пәни дүние ғой. Мгм. Бұл дүниеде тіршілік жасау керек. Мгм. Тәуекелге бару керек. Егер де сіз мысалы бір қалыпты жаңағыдай айлық тауып жұмыс істеймін десеңіз, ол бір жөн. Мгм. Мұғалім болып, жаңағыдай врач болып, болмаса сондай инженер болып Мгм. жұмыс істеп, бір өз мамандығыңызда жетістікке жетсеңіз үлкен ақша аласыз. Иә. Жоқ, орта болып жүрсеңіз, сол айлығыңызды аласыз да, ол бір қалыпты жағдай. Иә. Ал жаңағындай тәуекелге барамын, жұмыс істеймін, байығым келеді, байимын десеңіз, ол өте жаңағындай менің ойымша оңай жолмен келмейді, Мгм. термен келеді. Оңай жолмен келсе де ол бір сынақ болып келеді. Мгм. Негізі әр адам өзіне маңдайына жазылған несібесін көреді. Одан артығын көре алмайды. Мгм. Ол қанша талпынба жазылып қойған, бала-шағасына жазылып қойған ризығын ғана көреді. Мгм. Сол біздің бәріміздің жаңағыдай мақсатымыз сол ризығымыз адалынан болса екен дейміз. Мгм. Және тапқан табысымыз берекелі болса екен дейміз. Бір кісілер миллиондап табады, миллион долларлап табады, Мгм. бірақ тамақтың астың дәмін сезбейді. Мгм. Яғни бір кісілер оны таппай, әрбір жеген нәрсесінің дәмін сезіп ләззат ала алады да. Мгм. Енді осы жерде кім бай? Миллиондап тауып жатқан адам бай ма? Жоқ, жаңағы жеген әр затынан дәмін сезіп ләззатын алған адам бай ма? Яғни байлықтың өзін менің ойымша былай материалдық тұрғыдан қарау керекпіз бе байлықты? Мгм. Жоқ, рухани тұрғыдан. Екеуін әрине бірдей ұстауымыз керек. Мгм. Бірақ ол жолдардың бәрі енді түрлі болып келуі мүмкін. Байлық Мгм. жауып кетуі де мүмкін, жоқ, қиыншылықпен де келуі мүмкін да. Мгм. Енді оған бір жаңағыдай сиқырлы бір таблетка жоқ. Мгм. Сиқырлы таблетка жоқ. Мынаны іштің, байып кеттің. Енді оңай жер, жаңағыдай инстаграмный өмір, оның бәрі жай ғана дажжалдың жаңағыдай жәннатты тозақ қылып көрсетуімен, тозақты жәннат
қылып көрсетумен тең деп ойлаймын, былайша Мгм. айтқанда ше. Иә. Жарнама ғана. Бірақ үлкен, мысалы, табысқа жеткен адамдардың жолы оңай болып деп ойламаймын. Ол кәсіпке келдің, өзің осознанно дайын бол дейсіз ғой сол қиыншылықтарға. Иә, мысалы, жаңағы айтып отқан кәсіпкеріңіз де суицидқа кетті ғой енді. Иә. Ол ары қарай сабыр ете алмады, қиналды, суицидқа кетті. Мгм. Кім білер еді, жаңағыдай шамалы сабыр етіп, тағы 1-2 жылдан кейін ол өзінің ойлаған жетістігіне жетер ме еді. Мгм. Енді біле алмаймыз. Өмірде түрлі жағдайлар болады, Мгм. алдаулар болады, сатқындықтар болады. Бизнесте ол әсіресе өте көп Иә. кездесетін нәрсе. Сынбау керек дейсіз ғой до конца. Сынбау керек, до конца болғанда енді жүрмеген істі дер кезінде тоқтатқан абзал да. Жоқ, оны айтып отқан жоқ, жаңағы қиыншылық ситуацияларды айтып отырмын да. Өмірде қиыншылық болады, ол Мгм. болмауы мүмкін емес. Мгм. Соған сабыр Болмау. етсең артында хайыр болуы мүмкін. Сондай нәрселер болды ма? Мысалы, сізде өміріңізде қиыншылық болды да, сіз сабыр етіп, дальше тоқтатпадыңыз әрекетіңізді, иә, сынбай до конца бардыңыз. Соның артынан алла тағала үлкен табыстар беріп, бір болады ғой сондай бір. Енді мен былай артындағы өмірге қараймын да, алла тағаланың беріп жатқан мүмкіншіліктерін көремін да. Мгм. Әрбір жерде соны сезінемін. Алла тағала көптеген мүмкіншіліктер беріп жатыр. Сол мүмкіншіліктерді ұстап, Мгм. жіберіп қоймауға тырысудамын. Мгм. Түсінікті. Нұрлана, рахмет кездесуге келгеніңізге, осы уақытыңызды, алтын уақытыңызды арнап, еще жиып терген опытыңызбен, біліміңізбен бөлістіңіз. Алла тағала істеріңізге, кәсіптеріңізге, өндірістеріңізге, отбасыларыңызға берекесін берсін. Алдағы уақытта Құдай қаласа нарықта Қазақстан, не только Қазақстан, СНГ-ның нарығын жаулайтын мықты өндіріс, мықты брендті қалыптастырасыздар деген үміттеміз Құдай қаласа. Үлкен рахмет сізге, береке тілейміз. Құрметті оқырмандар, B2B сегменті бойынша осы Нұрлан ағаның парақшасына өтіп, хабарлассаңыздар болады. Сіздердің брендтеріңізбен, өздеріңіздің брендтеріңізбен жасап беруге дайын. Чем ақшаны Қытайға жіберіп, иә, мысалы, дәл сол тауарларды Қытайға жіберіп, Қытайдың несін көтергеннен гөрі, лучше өзіміздің өндіріске фокус қояйық. Бұл кісілер не только қазір, бұл кісілер B2B сегментті де ашып қойды, и былай да сатып жатыр, кез келген бағытта сатып жатыр. Өзімізді өзіміз қолдайық. Чем Қытайдан 15 күнде тауарын келіп тұрып қалғаннан гөрі, осы кісілерге заказ берсек, өзіміздің Сарыағашта өндіріліп, ақша өзімізде қалады. При этом жаңағы сыртқы факторларға байланбай, границада тауар тұрып қалды соғыстың кесірінен деген заттарға байланбаймыз, былайша айтқанда. Сол үшін осы Нұрлан ағаның парақшасына өтіп, сол турысында ақпарат алсаңыздар болады. Егер осы подкастымыз пайдалы болған болса, лайк басып, репост жасап, комментарийға жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер, біз қуанатын боламыз. Барлықтарыңызға қош, сау, саламат болыңыздар. Келесі выпуста, Құдай қаласа, келесі осы Нұрлан аға секілді мықты кәсіпкер ағаларды шақыратын боламын.